Бисмилля. Ассаламу алейкум, қымбатты қыздар. Аллаға шүкір, міне біз тегін аптамыздың қорытынды эфиріне де келдік. Қалдарыңыз қалай? Апталарыңыз қалай басталды, жаңа апталарыңыз? Сабақ басталды, каникул бітті, иә? Күндеріңіз қалай басталды? Дауысым естіліп тұр ма? Связь нашар дейді. Қазір мен экранды ашайын. Кері байланыс жазып жіберіңіздер, дауысым естіліп тұр ма? Так. Естіліп тұр дейді, жақсы дейді, жарайды. Мен енді слайдты аша салайын. Бисмилля деп сонымен бастайық. Енді өткенде экран көрінді ме? Кураторлар жаза отырыңыздар. Так. Біз өткенде тағы да бір разбор эфир өтеміз сіздермен. Кері байланыс жазғандарыңызға жауап береміз дедік, иә? Солай уәде еткен болатынбыз. Осы дүйсенбі күнге қалдырылды сабақ. Алланың қалауымен. Бірақ көпшілігіңіз енді өте аз жазып жатсыздар отчетты. Жекеге жазғаныңыздар бар, бір-екі қыз топта мүлдем жоқ десе де болады. Неге? Неге біз оған отчетқа көңіл бөле алмаймыз? Себебі, қыздар, әйел адам, жалпы әйел адам демекші, жалпы адамдар өзіне көңіл аударуға уақыт таппайтын заман болып жатыр қазір. Өзімен балансы да жоқ. Иә? Бір өзіне үңіліп, бүгін не істедім деп отыруға бір жарты сағат уақыт таппаймыз. Тапқанның өзінде бізге қатты ол маңызды көрінбеуі мүмкін. Бірақ біз көп жауабымызды негізі осындай өзімізбен отырған кезде, өз-өзімізден есеп алған кезде табады екенбіз. Өмірімізге көп жауапты болып жатқан ситуацияларға анализ жасау арқылы. Бір нәрсені дұрыс жасамай қалдыңыз ба? Дұрыс болмады деп өкініп ұйықтау бір бөлек. Неге мен бүйттім деп. Екінші, енді бұлай болмас үшін мен не істей аламын? Менің қолымнан не келеді? Нені жөндеймін? Бүгін нені дұрыс жасамадым? Ертең оны қалай өзгертем деген кәдімгі ересек адамның санасымен ұйықтау бір бөлек. Екеуі екі түрлі нәрсе. Түкке үлгермеймін, азаннан кешке дейін сол бала-шаға деп жүгіріп жүрмін деп жүре беруің мүмкін. Ештеңеге үлгермейсің ол кезде. Бірақ, иә, мен азаннан кешке дейін бала-шағаның қамымен жүрмін, тамақ жасаймын, ыдыс жуамын. Бірақ ортасында өзіме қалай уақыт табамын? Қай жерде мен өзіме уақыт арнай аламын? Не істесем болады деп әрекет жасау ол басқа. Жекеге де жазып жатыр. Енді соншалықты тегі керемет болып жатса, неге тегін бермейсіңдер сабақтарыңды? Соншалықты сондай білім екен, керемет білім екен. Бірақ соны маған мысалы 60.000 емес, 6.000 теңгеде жоқ деп жатқанда, мәселе ол жоқтықта да емес. Мәселе сода да болып тұрған жоқ. Вот соны ойлану керек, неге жоқ ол сізде? Не себеп болып жатыр мүмкін? Нені дұрыс жасамай жатырсыз өмірде? Негізі ақша көп қой, өмірде ақша көп, еңбек еткен адамға бар. Бірақ не ресурс жоқ оны табатын, не болмаса оны жарататын дұрыс білім жоқ. Иә? Алла тағала негізін өте бай, ризық беруші, бірақ именно сіздікі жоқ болып тұр екен да. Вот бұл жерде проблема бізде болып тұр ғой, бұл жерде проблема бізде. Сол дайын Алла тағала беру керек болған, берейін деп тұрған ризықты өзіміз дайын емес болып, соны Алла тағала бізге бермей тұрған шығар. Біз көп ақшаға дайын емес шығармыз. Біз шүкіршілігіміз аз шығар. Алла тағала айтқан, шүкір етсеңдер арттырам деп. Біз сол шүкіршілігіміз аз болып тұрған шығар. Ол шүкір етудің өзінің бір сабағымызды айттық қой біз тегін эфирде. Шүкіршіліктің өзі өте үлкен нәрсе екен. Сен қазір жоқ нәрсеңе шүкіршілік айту қазір деңгейде өте қиын. Адамдар именно сатып алатын заттарға көңіл бөліп жатыр да, Алла тағала тегін берген дүниеге олар жай қарап қалды. Просто так бар.
енді ол норма сияқты қарап қалды да. Бірақ ол сіздің басыңыздағы нығмет, тегін берген нығмет. Ол сіздің еркін тыныс алуыңыздың өзі ешқандай ақшаға сатып ала алмайтын нығмет қой. Сіздің мысалы мұрныңыз тыныс ала алмай қалды, бекітіліп қалды, ештеңе ем қонбай қойды. Қандай не жасасаңыз да, қандай дәрігерге барсаңыз да, сізде диагноз қоя алмады. Көрдіңіз бе? Ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Нығмет Алла тағала тегін беріп қойды. Бірақ просто так демалып жатсың. Қазір міне демалып отырмыз ғой. Осыны алып қойсыншы 2 минутқа, не болады екен жағдайымыз. Сондай әлсіз пендеміз ғой. Сондай нығметтерді көрмейміз біз. Көзіміз, құлағымыз міне естіп отырсыздар мені. Егер мені естімейтін болсаңыздар, құлақтарыңыз естімейтін болса, бұндай эфирлерге сіз кіруді де ойламайтын едіңіз. Не то, что бұндай ойлау, ол сізге арман болатын еді. Бірақ ол бізге нығмет емес қой, жай әшейін құлақ ол. Ал біз жоқ дегенді, бермей тұрған нәрсені көру адамдардың бір несіне айналды. Ол бір не дейді, модаға айналды ғой. Менде машина жоқ, көлік жоқ, демек я неудачный. Мен удачный адам емеспін, жол болғыштардан емеспін деп ойлаймыз. Бірақ Алла тағала бізді қатты жақсы көреді. Бізге сондай нығметтерді біз сұрап, жалынып, ақша бермесек те, бізге тегін беріп қойды. Вот сол нәрселерге шүкіршілігіміз азайған кезде, бізде жоқ нәрсе келмейді екен. Одан сайын бізде жоқ бола береді. Сол үшін Аллаға шүкір, менде мынау нәрсе бар. Бірақ дәл қазір менде осындай нәрсе болып тұр. Болады бірақ иншалла деп сөйлеу керекпіз. Хотя бы. Біреудің еңбегін құнсыздандырмау керекпіз. Ол біз жай ғана бұл жерде сіздерге тегін эфир беріп отырмыз. Тегіннен. Біз мысалы сіздер осы жерге келу үшін ақша төледік. Таргетке, рекламаға, міне жан-жағымызда командамыз жұмыс істеп жатыр. Ол кісілерге бүкіліне ақша беріп жатырмыз. Сіздер осы жерде отыру үшін. Және біз бұл жерде отырғандағы мақсатымыз әйтеуір сіздерден бір жымқырып қалу емес. Осы білімнің, 3 айлық білімнің маңыздылығын түсіндіру просто. Өзгергің келе ма, келесің. Егер өзгергің келмейді, саған керек емес болса, просто тегін білім ал да, соған амал ет та, пожалуйста. Өзің тіршілігіңді жаса. Өз білгеніңмен амал жаса. Ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқ. Сол үшін сізде жоқ па мүмкіндік? Болды. Жалпы дүниеде мүмкіндік көп. Тегін сабақтан білім алдында. Тегіннен амал жаса да, ары қарай тіршілігін жаса. Алхамдулилля деп. Сол шүкіршіліктегі мысалы, менің 3 қызым бар, менде ұл жоқ. Мен не істеймін енді? Мен не істеймін, жылап отырам ба, ұлым жоқ деп? Бүкіл мәселені шешетін ұл емес қой, тағдырыма жазылмапты осы жасыма дейін, мен ұл жоқ. Бірақ менде не бар? Бір нәрсе менде жоқ, бірақ менде не бар? Миллион нығмет бар басымда. Мен соларға шүкір етіп өмір сүру керекпін. Менде жоқ, бірақ алхамдулилля, не бар менде? Менде білім бар, алхамдулилля. Алла тағала сана берген, алхамдулилля. 3 қыз берген, үрімжеп, алхамдулилля. Қамқор күйеу берген. Емін еркін жүретін еркіндік бар басымда. Менде көп нығмет, менің бауырларым бар. Менің сыңарым бар, ешқандай подругаға тең келмейтін сыңарым бар. Менде нығмет жетеді есептесем. Ал мен жоқ нәрсеге бітіп отырсам, қандай шүкіршілігі бар, құл болам онда мен. Онда мен шүкірсіз болам. Әрбір нығметке, әрбір жұтқан суымызға біз шүкір ете отырып, жоқ нәрсе бізге Алла тағала береді екен сол. Үйің жоқ па? Бірақ не бар? Тұрып жатқан квартираң бар. Алхамдулилля. Машинаң жоқ па? Жаяу жүретін аяғың бар. Аллаға шүкір. Өзің барасың остановкаға дейін. Осындай жоқ нәрсеге шүкір еткенде бар бізге күтіп жүрген нәрсеміз шынымен де бізге қажет нәрсені Алла тағала береді. Өйткені біз уже шүкіршіл құлдардан боламыз. Сол үшін де Алла тағала айтқан. Алла тағала уәдесінде тұрады. Шүкір етсеңдер арттырамын деген. Басқалай арттырмайды бізге. Біз күпірлік ете берсек, одан сайын батпаққа бата береміз. Енді бастайық разборды. Иншалла. Жалпы бұл эфирге келуден бұрын
алдыңғы эфирлерді тыңдадыңыздар ма? Мен сіздерге кері байланысқа мән беріп жатырмын. Алдыңғы эфирлерді тыңдадыңыздар ма? Ютубта сақталып тұр. Соңғы разбор эфирді осы каналға сақтадық. Кім тыңдады? Кім қандай пайда алды? Жалпы осы интенсивтен тегін аптадан қандай сабақ алдыңыздар? Қандай инсайт алдыңыздар? Бөлісе кетіңіздерші. Сағаттап отырдық қой, тайм менеджмент туралы айттық. Әйел адамның ұстану керек болған 5 принцип айттық. Одан кейін алғашқы осы аптамыздың 5 мақсатын айттық. Қандай мақсаттар? Керемет өмірімізде бізге сондай ұстансақ керемет көмегі тиетін мақсаттар туралы айттық. Кімнің есінде? Уақыт туралы айттық. Және тазалық пен хаос біздің өмірімізге қалай әсер ететіні жайлы айттық. Біздің мотивациямыз өзімізде болу керек екенін айттық, Адамдарға байлап қоймау керек, біз жан-жағымызға жалпы реактивный болмау керек екенімізді айттық. Ол реактивті болмау деген сөз бүкіл нәрсені Аллахтың разылығы үшін істеу. Және мен неге жасап жатырмын деп міндетсінбейміз. Өйткені біздің бұл қанша жерден айтсақ та, қанша жерден сізге қиын болып мойындағыңыз келмесе де, ол біздің міндет. Сіз сол міндетіңізді аттап өтіп кетіп, әлемге шығып табыстағам демей қойыңыз. Сол міндетті дұрыс орындап, яғни біздің аналық рөліміз үйдегі ешкім алмастыра алмайды екен. Сіздің үйге беретін уют, оны ешкім бере алмайды. Қанша жерден сізді жерден алып жерге салып жатсын айналаңызда. Сіз гордо басыңызды көтеріп, өзіңізге солай айту керексіз. Мен балаларыма керекпін. Бізде болды алдыңғы уақыттарда қыздар болды. 4 баланың анасы, 7 баланың анасы. И сонда айтады екен күйеулер, сен кімге керексің? Деп айтады екен. Сен кімге керексің? Ешқайда кете алмайсың деп тұр ғой енді. Сен кімге барасың? 7 балаңмен кімге сиясың? Кімге керексің деп айтады екен. Ол әйел адам өзінің құндылығын білмеген кезде солай адамдар айтады сырттан. Күйеуің де солай айтады. Потому что сен өзіңді солай ойлап тұрсың. Кімге керекпін мен? Қай жерге сиям мен деп. 7 балаңа керексің деп жатыр. Сен 7 балаңа керексің. Сені өсіріп отырған 4 балаңа керексің. Сенің орныңды ешкім бұл дүниеде алмастыра алмайды. Және солар өскен кезде жан-жағына саған қызмет етіп, тіпті сен сол роскошта өмір сүру мүмкін, сол сен кімге керексің деп жатқан күйеу, жарайды сені тастап кетіп жатса да, ол ешкімге керек болмай қалады. Ол қартайған шағында или орта жасында, ана керемет қазақтың мақалы бар ғой. Орта жолда атың өлмесін, орта жаста қатының өлмесін деген. Неге? Өйткені әйел адам, ол ер адам қайтыс болып кетіп жалғыз қалса, ол жесір қалса, ол бала шағасының ортасында, немерелерінің ортасында жайнап жүре береді. Ер адамға қиын, ол ешкімге сыймайды. Ол не бала шағасына, не бауырларына бара алмайды. Жалғыз басты ер адамға өте қиын. Сол нәрсені біз өзіміз осознавать ету керекпіз. Жоқ, мен ешкімге керек, ер адамға жарайды керек болмай қояйын. Мен 7 балама керекпін осы. Мен осы тәрбиелеп отқан 2 балама керек, менің орнымды ешкім алмастыра алмайды. Қанша жерден керемет сұлу, сондай бір керемет ақылды біреу келе қойсын жарайды сіздің орныңызға. Бірақ сіздің орныңызды бәрібір ешкім алмастыра алмайды. Сіз беретін уютты үйге тамақ жасап, мысалы балаларың сабақтан келе жатыр. Не ойлайды олар? Олар сіз үйде тамақ жасап жатқан шығар, мені күтіп отырған шығар деп. Олар жылы үйге асығады. Осы сол үйде сіз отырған, мен неғып отырмын мына жерде деп отырған үйде, сол жерде бүкіл отбасы мүшелері энергия жинайды. Сырттан шаршап келіп, энергия алмасады. Энергияға толықсайды, демалады, шаршауын басады. Содан кейін қайтадан тіршілік етуге сыртқа шығады. Балалар білім алады, ер адам табыс табуға шығады. Сол біз жек көріп отырған үйімізде кереметтей сондай не жүреді, процесс жүреді негізінде. Ер адам да, әйел адам да, жарайды әйел адам сыртта демалады дейміз ғой. Балалар да сол шаршап келіп үйде демалады. Ал сол әйел адам сол демалысты керемет қылып, өзіне де отбасына да ұйымдастырып отырса, не деген керемет, Енді барлығымыз күйеуіміз сен кім керексің деп төбемізден төніп отырған жоқ қой. Бәрібір де
жауапкершілігі бар ер азаматтар көп қазір. Жұмыс істеп жатыр, табыс тауып келіп жатыр, Аллаға шүкір. Отбасына көмектесіп жатыр, бала шағаны қарасып жатыр дегендей. Бәрі болмаса да бар сондай жауапкершілік. Енді сондай жағдай жасап отырмын, неге біз соған үлес қосып, өзімізді де ұйымдастырып, керемет қылып демалу ұйымдастырып, бала шағаға да, отбасымызға жалпы керемет атмосфераны жасап отырмасқа. Иә? Өйткені біздің орнымызды бәрібір ешкім алмастыра алмайды. Балаңыз сырттан келгенде ыстық тамақтың иісі шығып тұрса, керемет бір тамақтың иісі шығып тұрса, үйіңіз таза тұрса, сіз жайнап тұрсаңыз, демалған, алдыңызда фартук, сондай кухняда бірдеңе жасап жатырсыз. Бала деген сол жерде ғой, бүкіл сырттағы шаршауын баса салады, оған жерде әңгімесін айтып, демалып, иә? Ол жерде қалай бала құр сабақ оқып келе жатыр деп айтамыз ғой, жоқ, олай емес. Бала өте қатты эмоционально, морально шаршап келеді. Мұғалімдерден көреді, иә? Әрқайсысы мұғалім әртүрлі. Қайсысынан дұрыс сөз естиді екен, қайсынан мақтау естиді, қайсынан ұрыс естиді, оның бәрі уайым бала үшін. Энергиясын кетіреді. Достарының алдында признание, иә, дұрыс көріну достарының алдында, дұрыс сөйлеу, күлкіге қалмау, оның барлығы күрес. Біреуден буллинг көреді, біреуден наоборот мақтау естиді деген сияқты. Иә? Сондай ортаға шыққанда бір майдан ғой, былайша айтқанда. Адамдардың арасына шыққанда эмоциональный майдан өзін, иә? Вот сондай кезде сырттан сөйтіп шаршап келгенде ер адам да сондай, иә, қалалық жерде пробка бар, тем более. Адамдар әртүрлі эмоциямен жүреді сыртта. Біреу негативпен, біреу позитивпен жүреді. Сондай арпалыста бастығына ұнау керек болады, коллективпен дұрыс тіл табысу керек болады. Сондай арпалыс кезде үйге келгенде ол дұрыс атмосферада сіз күте алсаңыз, жайнап тұрсаңыз, тамағыңыз дайын тұрса, кереметте әңгіме айтып, бір-біріңіздің әңгімеңізді тыңдап шай ішсеңіздер, иә? Содан кейін керемет режимде сондай бір ерте барлықтарыңыз бір-біріңізге қайырлы түн тілеп ұйықтасаңыздар. Сол емес па бақыт? Нағмет сол емес па? Иә? Ешқандай ақшаға сатып алатын зат емес бұл. Біз анау 60 мың деп айтып жатырмыз ғой, стандарттың өзін. Сіз 600 мың, 6 миллион берсеңіз де, өзіңізбен жұмыс жасамасаңыз, бәрібір ол өзгермейтін нәрсе. Бір. Екіншіден, бұл ешқандай ақшаға тең келмейтін нығмет. Сіз өзіңіз 60 мың беріп, сондай үйге береке өзіңіз еңбек етіп жасап жатсаңыз, біз айтатын керемет инструкцияларды қолданып, керемет тренингті бірге бір амал жасап, сондай өміріңізге уют әкеліп жатсаңыз, өзіңізге де жақындарыңызға сондай бір сыйлап жатсаңыз тыныштықты, ол қаншаға бағалар едіңіз ол нәрсені? Ойлаңызшы. Ол дәл бір-екі күндік емес, ол өмір бақилық сіздің осы өміріңізде, жалған дүниедегі жасайтын ісіңіз. Сіз оны қанша теңгеге бағалайтын едіңіз? Ол қаншалықты құнды сізге? Қанша беруге дайын едіңіз? Вот мәселе сол жерде ғой. Бұл жерде мәселе ақшада емес. Сіз именно ол құндылықты қаншаға бағалайсыз? Жақындарыңыз үшін, өзіңіз үшін. Иә? Так. Құндылығымызды күшті көтеріп бересіз ғой дейді, өзімізді бағалауымызды. Алла тағала берекет берсін дейді. Аллах тағала бағалап қойған ғой бізді. Біз осы дүниеге келмей тұрғанда Адам алейхиссалам жаратқанда ол бізді бағалап қойған. Біз ғой ол өзіміз неше түрлі психологияны тыңдап, самооценка деген нәрсе келді. Самооценка, көрдіңіз бе? Өз-өзіңе оценка қоясың просто. Бізде Алла тағала уже бізді бағалап қойды ғой. Ана ешқандай күнә жасамайтын, тек қана Аллахқа құлшылық ететін періштелердің өзін бізге сәжде еткізіп қойды ғой Алла тағала. Иә? Ешқандай күнә жасамайтын періштелердің өзін бізге сәжде еткізіп, біздің деңгейіміз, дәрежеміз көтеріп тастады. Ал біз отырмыз самооценкам төмендеп, өзіміз оны төмендетіп жатқан. Просто біз қалай оны төмендетіп жатырмыз? Бізге лайық болған, біз қалаған шынайы біздің өмірімізді, бізге бұйырған керемет өмірді біз сүре алмай жатырмыз просто. Өз қолымызбен өз-өзімізге қиянат жасап жатырмыз.
Алла Тағала айтқан ғой, адам баласы тым зұлым деп ше. Ол шүкіршілік етсеңдер мен берген нығметтеріме санына есебіне жете алмайсыңдар дейді. Бірақ адам баласы тым залым дейді да. Шүкіршілік ете алмайды. Өз қолымызбен өзімізге қиянат жасап жатырмыз. Өз-өзіне қиянат жасаушыларданбыз біз. Неге уақытымызды дұрыс пайдаланбаймыз? Неге дұрыс емес әдеттер жасаймыз өмірімізде? Біздің жүрегімізге иманымызды әлсірететін істерді көп жасаймыз. Сериал көреміз, неше түрлі болмайтын тикток көреміз, қысқа метражды видеолар көреміз. Ер адамда бар оның ішінде, оның ішінде вообще біздің өмірімізге қатысы жоқ біреудің өмірі бар. Оны осуждение жасаймыз, сосын ішімізден болса да қалай сонда деп осуждение жасаймыз. Неше түрлі ақпараттар бар, біреуі ажырасып жатыр, біреуі қосылып жатыр, біреуі шетелге барып жатыр, біреуі баласын тастап кетіп жатыр, біреуі баласына барып жатыр, в общем неше түрлі. Біреу туып жатыр, біреу көтере алмай жатыр деген сияқты. Вот соның барлығына біз не істейміз? Сыртта ғой, вниманиеміз. Неге отчет жазамайсыңдар? Өйткені бізде фокус өзімізде жоқ. Өзімізді ойлауға уақыт жоқ. Біз тек қана сыртты ойлап жатырмыз. Ой, бай, біреу ажырасып жатыр. Неге бүйтті екен, неге сөйтті екен? Бәрібір түбіне жете алмайсыз оның. Ол бәрібір сыр, ол екі жастың арасындағы бәрібір ол сыр. Оның жұмысында неше түрлі алдаушы бірдеңелер болып жатса да, ол бәрібір шындықты сен біле алмайсың. Қанша интернетті ақтарсаң да, сен оның түбіне жете алмайсың. Сен соңында өзіңді жоғалтасың. Сондай заман қазір. Өзіңе көңіл бөле алмайтын заман. Жазира ұстаздың сабағын отқандай боламыз дейді. Дауысымыз да ұқсайды, құндылықтарымыз да бірге дамып, бірге өсіп, бірге қиыншылық көрген аңғарым ғой Жазира. Біздегі мәселе сол болып тұр. Өзімізбен жұмыс жасауға келгенде ештеңе істей алмаймыз, бірақ біреуді талқылағанға келгенде алдымызға жан салмаймыз. Так, енді бұл ненің екі разборға көңіл бөлейін, иншалла. Разбор эфир деген ол бір әйелдің жазғаны, ол осы отырған барлықтарыңызға пайдасы тиеді. Сол үшін де мен сондай оқығанды жақсы көремін. Және жазған қыздарды елеп, бағалап, өзіне көңіл бөлді, өзімен жұмыс жасап жатыр. Басқа қаншама жүздеген қыздардың арасына шығып, өзіне отчет беруге шешім қабылдады, өзіне қадам жасады деген сияқты. Сол кісілерді құрметтей отырып, кері байланыс беремін, уақыт бөліп иншалла. Сөйтіп, сабағымызды қорытындылаймыз. Инсайт жаза кетіңіздер сіздер. Ешқайсыңыз жазбадыңыздар. Қанша отырсыздар? Инсайт жазыңдар. Осы тегін аптаға қатысқаныңыздар. Или бірінші рет қатысып жатырсыз ба? Түгел сабақты тыңдадыңыз ба, жоқ па? Жалпы даусым естіліп тұр ғой, қыздар? Так, бізде Алматы қаласының тумасы, 4 баланың анасы, үй бекесімін дейді, ешқандай жұмыс жасамайын дейді. Так, бірінші аптаның мақсаты, 5 принципін жазыпты. Өз рөліңді түсіну дейді. Сен үй күтушісі емессің, менеджерсің. Біз енді осы менеджерлікті не істеу керекпіз, қолға алу керекпіз, күтуші сияқты жүгіруді қою керекпіз. Жан жақтан бала-шағамыз бізге көмектесу керек. Жолдасымызға айтқанымызды әдемі істете алатын, сондай бір шынымен де көркем түрде отбасында сіз менеджер болу керексіз. Соңғы орында сіз болмау керексіз. Сіз бірінші орында құрметті, сіздің сөзіңіздің салмағы бар, қадірлі, махаббатқа сондай өзіңіз лайықты, сондай әйел болу керекпіз. Не то, что сіз жұмыс істеп, барлығына қызмет ету. Сізді жақсы көреді, сізді қорғайды, сізді айналадан қорғап алады, ақтап, жақтап алатын балалар, және сондай қамқор күйеу болу керек. Сіз бересіз, неге біз әйелдер істеу керекпіз демейміз. Біз жасаймыз, береміз. Когда отдаешь, тогда и получишь деген керемет орыстың мақалалары. Сен қашан бересің, сол кезде аласың.
Ал біз қашан жертва болып береміз, сол кезде бізге қиынға келеді ол. Бізге келетін нәрсе өте қиын болады. Қашан біз перфекционист болып береміз, берген нәрсені талап етеміз, солай мен істеп жатыр, мен маған істеңдер деп. Вот сол кезде өте қиын болып келеді бізге. Ал біз көркем түрде өз рөлімізді түсініп, шынымен де ешкімнен ештеңе күтпей, мәселен, қазір 1 минут мен компьютерім өшейін деп жатырмын. Шынымен де ешкімнен ештеңе күтпей, өзіміздің рөлімізді кереметтей қылып үйімізге жүйе орнатып жасаған кезде, вот шынымен де көркем түрде сізге сіз қалаған нәрсе келе бастайды. Өйткені ол жерде сырт өзгерген жоқ, сіз өзгеріп бастадыңыз. Сіздің ішкі халіңіз өзгеріп бастады. Сіздің рөліңіз, сіз өз рөліңізді кереметтей қылып түсіне бастадыңыз және махаббатпен істей бастадыңыз. Тауық емес, қыран құссың дейді. Қыран құс пен тауықтың мысалын келтірдік, өткен аптада. Сабақтар тыңдаңыздар. 2 құсты салыстырдық. Бірақ біліңіздер, тауық әйел қыран құс баланы тәрбиелей алмайды. Тауық қыран құсты тәрбиелей алмайды. Ол оны ұшырып, қыран құс қайтеді, ол баласын жардан құлатып жібереді, ол қанаты қата бастағанда ол солай баласын жардан ұшырады. Өзі ұшып үйрену үшін. Тек қана қанатымыздың астына басып отырмаймыз, балалар. Өмір сүруге, үлкен өмірге аттануға көмектесеміз оларға. Дұрыс стратегияларды көрсетеміз. Құндылықтарды үйретеміз балаларға. Қыран құс ол соған ұқсайды. Ол тәуекелге баласын сыртқы әлемге, еркіндікке жібере алады. Ал тауық құс ондай қыран құсты тәрбиелей алмайды. Сол үшін біз тауық күйінде жүрмейміз, біз қыран құсқа бәрібір де өсу керекпіз. Мінезбен жұмыс жасау арқылы, әдеттерімізбен жұмыс жасау арқылы, алдымызға мақсат қою арқылы, өзімізді дамыту арқылы, өзіміздің де қолымыздан келетін успешный өмірді біз сүру арқылы балаларға соны көрсету керекпіз. Балаға қалай бақытты болу керектігін айтудың қажет жоқ. Сен сол бақытты өмірді өзің сүр деп айтамыз ғой. Вот сол бақытты өмірді өзіміз сүру арқылы балаға тәуекелді де, мақсат қоюды да, армандауды да, өмірде құндылықтарды да біз үйретеді екенбіз. Мына жерде отырған әйелдер, үйде отырған. Ер адам емес. Ер адам, ол сіздің міндеттеріңізге көмектеседі. Тамағыңыз, мал мүлік тауып келеді үйге, сізге қамқорлық жасайды, сіздерді жалпы қорғайды. Ал үйдегі процесті әйел адам жасайды. Ал сол әйел адам тауық болса, сол әйел адам жертва болса, перфекционист болса, міндетті түрде жертва әйел, ол жертва бала тәрбиелейді. Басқа не береді ол, не бере алады ол? Перфекционист әйел, перфекционист бала тәрбиелейді. Өзіне сенбейтін, өзін өте қатты жек көретін әйелдер, өзін өте қатты критика жасайтын әйелдер, ол балаға да солай критикамен өсіреді. Минустарын көріп өсіреді. Өткен сабақта айттық, Сосын азға адалдық таныту. Азға адалдық таныту, ол перфекционисттің өмірінде жоқ ол. Перфекционист, ол ештеңе істемейді. Істесе қопарып бүкіл нәрсені бір уақытта істейді. Сосын шаршап отырады. Жүйе жоқ ол перфекционистте де, жертвада. Өмірінде жүйе жоқ деген сөз, значит. Неге жертва боласың? Сен шаршайсың. Сен жұмыстан шаршап жатқан жоқсың, сен жүйесіздіктен шаршап жатырсың. Неге мен істеуім керек деп сосын отырасың кешке жақын жылап. Еркектерге рахат деп. Менде болды сондай кездер. Мен ойлайтын, шынымен еркектерге рахат. Келеді, рахат, тамағын ішеді, кетеді, жатады диванында. Жұмысында етегіне жағып жатқан бала жоқ. Өзімен өзі депші. Ойлаймыз, оны ойламаған адам жоқ шығар әйелдердің арасында, бәріміз ойлаймыз. Неге? Өйткені сенің өміріңде нақтылық, жүйе жоқ. Содан кейін солай ойлаймыз біз. Барлығын бір мезгілге үйіп аламыз да, жұмыстан кешке жақын жылап отырамыз. Енді перфекционизмде жол жоқ дейді. 5-ші мақсат, принцип. Өте керемет жазғанымыз дұрыс болып, бір қайталап шықтық, барлығымыз. Сабақтан алған инсайт дейді. Әйел адамның миссиясы ол өзінің отбасында екенін түсіндім. Бұрын ойлайтынмын, үй тірлігін жасайсың, жасағаның ешкімге көрінбейді, не рахмет жоқ, не ақша алмайсың деп.
Солай мен бухгалтерлік курс оқып табыс табамын деп шештім. Неше түрлі курс сатып алдым. SMM Target бухгалтер курстарын неше түрлі 999 теңге тұратын тәттілер пісіретін курстар деді. Бірақ мен ұйқыдан 10-да тұрамын, содан шай берем дегенше 11 болады, түскі ас, артынан кешкі ас, үйің бар, кішкентай бөпең бар, сонымен не курсты, не үйді қорытамадым дейді. Қатырмадым. Курсқа көңіл бөлсем, үйім балаларым жайына қалады. Енеммен тұрам еще. Ол кісі нағыз перфекционист, сіз айтқандай. Күйеуім бір жағынан бар. Үйді таза ұстауға тырысамын, бірақ та суббота воскресенье 2 күн менде үй жинау, кір жуумен өтеді. Кешке шаршап құлаймын. Ыдысты бірден жуу, төсекті бірден жинап жүруді үйрендім. Әр заттың өз орнын табу, алдыңға бірден орнына қойып үйрену, таңертең құрбақаны бірінші жеу, яғни ұнамайтын нәрсені бірінші істеу маған шан сөткен ұнамайды мысалы дейді. Осыны бірінші істеуге тырысамын. Мен негізгі сіздің бұл бірінші рет қатысуым емес, сіздің сабағыңызға 3-ші рет қатысуым. Әр эфиріңізде әр түрлі инсайт алам. Үйде фартук, перчатки ыңғайлы кеді кию дейді. Фартук пен перчатки қолданбайтынмын мүлдем, ұнамайтын кию. Кешеден бері дос болып жатырмын сонымен. Өте керемет лайфхак алдым. Крем жағып, қолыма перчатки киіп алып жұмыс істеймін. Қолыма крем жақпаймын, бірақ қолымнан ұялатын едім дейді. Қолымыз біздің суды көп ұстағаннан, біздің өзіміз жасымыз 30-да болса, қолымыз 35-ті беріп тұруы мүмкін, или 40-ті беріп тұруы мүмкін. Түрімізді сипай береміз, қолымызға онша мән бермей қаламыз. Вот перчатки сол нәрседен қорғайды. Ол мәселе перчаткеде тұрған нәрсе жоқ. Мәселе өзіңе деген қамқорлық. Өзіңнің нең ғой, самооценка деп сөйлейміз ғой. Вот самооценкаң осы жерде көрінеді сенің. Сосын сенің іш киімің самооценкаңды көрсетеді. Ешкім көрмейді. Сен ғана көресің. Сен өзіңді қалай бағалайсың, мән берші сол іш киіміңе. Созылып кеткен, жыртық, или болмаса ескірген, 1 жыл болды ауыстырмай, түтігі шығып кеткен, әйтеуір бір нәрсені киіп жүрсің ба? Осы әдемі ғып өзіңе ақша бөліп сатып ала аласың ба соны? Самооценкаң сол жерде ақша жоқ деп шығастыра қойын. Негізі ақша жоқ емес, бар. Просто дұрыс жұмсау білмейміз көпшілігіміз. Әдеттер дұрыс емес ақшада. Самооценка ешкім көрмейтін жерде көрінеді. Сен өзіңе деген самооценка. Қамқорлық деген сол. Самооценка емес ол. Өзіңе деген қамқорлық деп түсіну керек. Оценкадан гөрі. Қамқорлық қалай сенде өзіңе деген. Аздан үздіксіз істеу, аз деп көп демалу. Хадиша анамыздың образынан инсайт, жарыңды сыйлау дейді. Оған сену, қолдау. Ол кісі бай болса да үйінде күн бойы ұстамаған екен дейді. Үй шаруасында әрі жұмысында тең ұстаған. Ол кісі сондай бай лауазымды кісі болса да, ақсүйектерден сондай құрметке ие кісі болса да, өте қарапайым болған екен. Өте қарапайым. Ал бізде ақша бітсе қандай боламыз біз? Біз бірден мұрнымыз, танауымыз көтере бастаймыз, Даже күйеуімізді менсінбей бастаймыз. Не үшін керек маған мынау күйеу? Ол 200 мың тапса, сіз 400 мың тауып бастасаңыз болды ғой. Ана жерде күйеуіңіз самый последний адам болады. Или болмаса сіз балаларға ақша шығардыңыз, киімдерін алып бердіңіз, өзіңіз табысыңыздан. Күйеуіңіздің ақша жетпей жатыр. Бітті. Мен алып беріп жатыр. Мынау жатыр. Ештеңе бітірмейді. Бір емес, 3 жұмыста істесең болады ғой. Елдің анау істеп жатыр, мынау істеп жатыр деп, бірден не істейміз? Мен деп шығамыз. Алып бермейміз, алып бер. Бірақ міндетсінбейді. Қарапайымдылықпен. Күйеуің бар кезде береді ғой. Вот соны көтеріп отырып, айтып отырыпты. Біз бірден қазір қоғамда сондай табыс тапқан еркек жақсы, қиындығы болып қалса, ол неудачник. Солай қабылданып қалды. Өмірде қиналады ғой енді адам. Өз сабағын алады, өзі минусқа кетеді деген сияқты. Менің жолдарымда мысалы тәуекелге өте көп баратын кісі, өте көп қиыншылықтар өте көп болады өмірімде. Әлі де болып жатыр. Мен істеймін. Жаншып отырайын ба жоқ. Ер адамды жаншысаң, төмен қарай түсе береді. Ол жерде өсу жоқ.
Хадиша анамыз кез келген қиыншылықта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көмектесті и бірге қолдау көрсетіп мал мүлкін сарп етті сол ислам жолында. Иә, Хадиша анамыздың образы туралы айттым, иә, жұмыс тең ұстаған дейді. Енді тапсырмаға келетін болсақ, өзіме таңертең уход жасап жүрмін, бойымда уверенность пайда болған сияқты, шашымды тарауға уақыт таппайтынмын ғой дейді. Қазір бірінші өзіме уақыт бөліп, содан кейін кухняға кіріп жүрмін. Иә, өзімізге уақыт жоқ болса, шынымен де ештеңеге уақыт жоқ ол. Әйел адам өзі үлгергісі келетін маңызды істерге ғана үлгереді. Сен өзіңде уақыт жоқ па, значит сен өзіңе маңызды болмай тұрсың деген сөз. Басқа ештеңе жоқ. Уақыт жоқ, тек бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын, одан баланы сабаққа апарып, одан екіншісін апарып, одан бүйтіп деп қанша маған түгел списогыңды жазып бер, сонда да мен айтам, демек сен өз-өзіңді бірінші орынға қоя алмайсың. Сен өзіңе деген қамқорлыққа уақытың жоқ болса, значит сен оны маңызды санамайсың. Болды. Ақталмай ақ қой менің алдыма. Солай айтар едім мен ше. Өйткені кезінде мен де солай дегенмін. Ешқандай да ақтау жараспайды, ол сылтау просто. Сен істемеуге барынша өзіңе күтім жасамауға жан жақтан сылтауларды әкеп жауып қойдың заборды. Просто все. Болды, сол жерде ғана мәселе. Сен заборды ашатын ба жоқ па өзіңе байланысты. Енді экипировка. Так, перчатки, аяқ киім, ыңғайлы аяқ киім кию дейді. Ол нәрселерді мен соңында түсіндім дейді. Осы уақытқа дейін негізі киіп көрмегеннен түсінбеппін дейді. Ракена, ыдыс жуатын соңғы рет жылтыратып жудым дейді. Іш киім, так, төсек, орын ауыстырдым. Төсекті тұрған бетте жинау дейді. Алдыңғы орнына қой. Так, бұл жерде ештеңе жазылмапты, иә. Анализіне оқиғанда. Қалай орындадыңыз тапсырманы? Бәрін орындай алдыңыз ба дегенде, өзімді қалай сезінемін дегенде, уақыт туралы не түсіндіңіз? Тапсырмаларды орындадым, жаңа әдеттерді бойыма қалыптастырып келемін, ертеңгі мақсатым дейді. Отбасымның берекелі әрі мерекелі болғанын қалаймын, өзімде балаларымда бақытты болуын қалаймын. Уақытымды тиімді пайдалану арқылы сүйікті іспен шұғылдану дейді. Жақсы, жарайсыз. Кішкентайда болса, иә, отчет жазғаныңыздың өзі деген өзгеріске бір қадам деген сөз. Иә? Бұның өзі, мына жерде сұрақтар қараңыз. Нені жақсы жасадыңыз, нені жасамадыңыз, үйіңізге қалай әсер етті, өзіңізге қалай әсер етті, уақыт туралы не түсіндіңіз, осының барлық сұрақтардың барлығын біз ойлану керекпіз. Күніге ойланып отчет жазамыз осылай, 3 айлық тренингте. Шынайы өзіңізбен бетпе-бет отырып сырласу ғой. Отчет дегенде бізге бір дұрыс істедің, бұрыс істедің, мынаны не істемедің, мынаны неге істедің деп ұрысу жоқ бұл жерде мұғалім сияқты. Просто өзіңнің күніңнің айнасын жазасың. Өзіңнің ішкі сезіміңді, ішкі жан дүниеңнің айнасын жазасың. Өз-өзіңмен жақынырақ танысу деген сөз. Өзіңе есеп беру. Иә? Және рефлексия деген нәрсе, керемет нәрсе бар. Сіз соны ерекшелеп жазған кезде, өміріңізде, күніңізде болып жатқан нәрсені, миыңыз соны ерекше қабылдайды. Именно сіз мән берген кезде. Сіз соны жазған кезде түйсігіңізге соны маңызды етіп қабылдайды да, сізде уже басқа миыңыздың басқа бөліктері жұмыс жасай бастайды. Кеш ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп үйдің шаруасынан басқа да жұмыс істей бастайды уже миыңыз. Біздің тренингтің ең маңызды жері сол, ең бір фишкасы дейінші, анализ жасауды үйренесің ғой өзіңе. Ересек адамша сен өмір сүруді үйренесің наконец-то. Салыстыру, айналама неге деген сұрақтардың жауабын табасың. Елестетіңізші, сіз қазір қандай жағдайдасыз? Примерно әркім өз деңгейіңізді ойлаңыздар. Сіз 3 айдан кейін еркін өзіңіздің күніңізді, рутинаңызды сағат кешкі 6-7-де аяқтайсыз. Шаршамай аяқтайсыз еще. Көңілді. Отбасыңыздың барлығы сізге жарайды. Ер адамдай қоспай қойып, балаларыңыздың барлығы сізге көмектесуге дайын. Сіздің жан-жағыңызда. Сіз ресурсқа толы, бірақ сіз күніңіз уже жұмыстарыңыз аяқталды сағат 7-де.
бізде тіпті қазір 8-ші потоктың қыздарында жалпы көпшілік қыздарда рутинаны түске дейін аяқтаймыз біз. Түске дейін жұмыстың бәрі бітеді. Тіпті 10-ға дейін, сағат 9-ға дейін аяқтап тастайтын қыздар болады. Тіпті болмады, міне тегі менің үйде адам көп, мен тегі үшін бала көп үйде, ата-енеммен тұрамын, олардың шай тамағы бар, тіпті өзім жұмыстамын дейтін болса, сағат 7-де, кешкі сағат 7-де бүкіл шаруаң бітеді. Ары қарай сағат 10-ға дейін сен өзіңмен уақыт арнайсың, отбасыңа, нағыз құндылықтарға уақыт арнайтын кез. Бала шағаңмен, спокойно, жүрегің тыныш, көзің жайнаған, ресурсный, демалған, және сен жоспар жазасың ертеңгі күніне. Негізі біздің күніміз уже кеш басталды, ертеңгі күніміз бүгінгі кештен басталады ғой негізі. Жоспар жазасың. Оны қалай жазу керектігін поэтапно көрсетеміз, үйретеміз, үлгісін айтамыз. Жоспар жазасың. Апталық демалыс күнің болса, апталық жоспарын жазасың. Күндік жоспарыңды жазасың күніне. Сөйтіп сен ерте жатасың. Ерте жатудың өзінің сен үлкен бір несін аласың. Неге ерте жата алмайсың қазір? Өйткені сенің өміріңде жүйе жоқ. Бір күні кеш жатасың, бір күні ерте жатасың, бір күні жұмысың 10-да бітеді, бір күні 11-де бітеді. Сен қалай, мысалы, балаңның сабағын кешке оқытасың, түске қалдырған ісің кешке қалады, азанғы жұмысың түске қалады. В общем, аяқ астынан сен күтілмеген форс-мажор болады, ештеңеге дайын емессің сен. Күшті бір апта, 2 апта келе жатып, ортасында бір форс-мажор болып қалды, или біреу сенің қытығыңа тиді, болды. Сен ана жерде бүкіл 2 апталық жұмысың босқа кетеді. Вот сондай халде эмоциональный качелияда жүрген болсаңыз, онда сіз ойлаңызшы, осы состояниеден 3 айдан кейін сіз шығасыз. 2 айдан кейін, кеше жібердік қой қыздардың 8-ші потоктың 2 айдан кейінгі отчеттары, қорытындылары, аптаға жазған қорытындысы, 2-ші деңгейде. Әлі 3-ші деңгей бар. 2-ші деңгей еще аяқталған жоқ, ойлаңыз. Өмірімде, үйімде жүйе пайда болды деп жатыр қыздар. Ресурспен жүретін болдым. Қыздарым, балаларым көмектесетін болды деп. Вот сол өмірді, сондай өмірді сіз елестетің, 3 айдан кейін сізде сондай өмір болады. Жүйелі. Сен сағат 7-де аяқталады жұмысың, шаруаң. Сен ары қарай бетіңе күтім жасайсың, өзіңе күтім жасайсың. Өзіңнің мақсатыңмен жұмыс жасайсың. Құндылықтарыңмен, жолдасыңмен уақыт өткізесің. Балаларыңды ерте жатқызасың. Шыңғырып бақырып кешке жақын әбден 9 болғанда тревога ұстап, ой-бай жатыңдар деп, 10 болған кезде жат деп ұрысып балаларды. Сосын олар ұйықтап қалған кезде өзіңіздің жүрегіңіз ауырып, неге мен балаларға ұрыстым? Мен не деген жаман ана едім? Неге мен телефон көп қарадым? Сол үшін бүйтіп жатырмын, сол үшін сөйтіп жатырмын деп ұйықтайсың, ертең өзгерем деп. Ертең сол халде шаршап оянасың. Сосын ұрыспаймын деген мама ертесіне тағы да сөйлеп жатыр, ауыз тоқтамай. Өйткені ресурс жоқ бізде. Все, уже бізде ресурс жоқ, жүйе жоқ. Вот сол өмірді өзгертсе екен деген ниетпен тегін аптада сіздерге осы бір 3 айлық тренингтің құндылығын түсіндіріп жатырмыз. Жүйесіздіктен құтылса екен деп. Ал қойып отырған бағаларымыз тіпті қымбат емес. Біз командамен жұмыс жасап жатырмыз. Еще 3 ай. Бір айлық емес ол. 3 ай команданың айлығы, біздің айлығы. Біздің еңбегіміздің, былай айтқанда, ақысына өтіп, бірақ өте арзан ол. Біздің кетіретін уақытымыз, біздің кеткен энергиямызды ол ақша қайтарып бермейді. Сіздер қымбат деп отырған ақша. Бірақ сіздер өмірлеріңізге жүйе аласыздар. Түсінікті ме? Құндылығын түсіндіре алдым ба? Сол үшін де сіздер бұл нәрседе ойланбай қатысу керексіздер деп ойлаймын. Так, одан кейінгі қыз жазған екен отчетты. Үнемі өткен аптада да жазған. Осы жол тағы да жазған, машалла. Аллах берекетін берсін. Айнұр деген қызымыз. Арыс қаласынан дейді. Енді айна алдында 3 минуттай қарадым, шаш тарадым дейді. Шашымды буып алдым. Айна алдында өзіме жарайсың, Айнұр. Қолдан келгенше бәрін жасап жүрсің деп мақтап қалдым. Мақтап алдым, сабырлы, салмақты күйде болдым. Керемет жарайсыз. Көрдіңіздер ме? Біз кішкене әрекет жасаймыз, ішкі күйімізге қалай әсер етеді. Өз мотивациямызды өзіміз жасаймыз деген осы. Жаным тыныш болды. Алдын айнаға қарасам да асығыс жүретінмін дейді.
жүретінмін, мән бермейтін едім. Өзіме өзімді жақсы көріп бастадым. Өзімнен нәзік, адал жар, қарапайымдылықты байқадым дейді. Керемет. Иман айнасы. Менің жүрегім тыныш, ниетім таза болған сайын, көркем сабырға келген сайын, имани айна жарқырайтынын ұқтым дейді. Дұрыс айтасыз. Өйткені біз шүкіршілігіміз артады ғой. Біздің ішкі күйіміз тынышталған сайын, біз өмірге разы бола бастаймыз. Сіз дәл қазіргі бар тағдырыңыздан бақыт жасап алмайынша, одан да үлкен бақыт келмейді бәрібір. Мен өмірімде түсіндім соны. Жылаған сайын болмай жатыр, қиналып жатырмын, ойбай бүйтіп жатырмын деген сайын қинала бересіз. Стоп деу керек те, тоқта, өзіңізге тоқтап айту керек те. Керісінше біз шүкіршілік айту керекпіз. Просто отырыңыз да, қағазды алыңыз да, ойыңызға келген нығметтерді жаза бастаңызшы, санына жете алмайсың. Ал біз бір-екі нәрсеге қапа болып отырамыз да. Одан кейін қандай бізге одан үлкен нығмет келеді. Сол үшін иман айнасы шынымен де жүрек тынышталған кезде дейді. Қараңызшы, жүрегім тыныш, ниетім таза болған сайын, көркем сабырға келген сайын, имани айна жарқырайтын, яғни жүрегім жарқырайтынын ұқтым. Имани айна ішкі тыныштықтың, тазалықтың, көркем мінездің жарқырауы ғой дейді. Жақсы, жарайсыз. Шынымен де шүкіршілік айтқан сайын, сенің жүрегің, көзің жайнай бастайды. Енді экипировка. Аяқ киім киіп, фартук тағып, қолғап киіп, өзімді жеңіл сезіндім, ұқыпты, таза әрі жылдам, оңай шаруаларды жасадым, ойың жинақты, не істесем деп емес, не істейтінің белгілі болады екен дейді. Раковинаны жылтыратып жуып, бүгін жеңіл жудым. 2 минут болмады, тез жылдам жасадым, әрі әдет, әрі тазалық. Бір кішкентай іс үлкен нәтиже екен дейді. Біз бір рет жуып қоямыз, кішкентай ғана әрекет жасаймыз, ол бізге ұзақ мерзімді нәтиже береді дедік. 2-ақ минут кеткен раковина жууға. Басында біз үйкелеп 20 минут тұруымыз мүмкінбіз, әрбір ұшын үйкелеп. Или 15 минут тұруымыз мүмкінбіз. Бірақ біз күнде средствомен жуа бермейміз, ол кезде біз перфекционист боламыз. Үйкеленіп қалған. Азанда трәпкімен оянып, кеш жағын трәпкімен ұйықтайтын кісілер бар. Үй жинау ғана, тек қана оның мақсаты үй таза тұру керек болды. Басқа жоқ ода мақсат. Ондай болмаймыз біз. Біз таза тұрған жерді таза ұстаймыз, болды. Ұзақ мерзімді тазалық қана ұстап отырамыз, бірақ азаннан кешкен өмірімізді, уақытымызды оған арнамаймыз. Біз құндылықтарымызға арнап үйренеміз. Мақсат қоямыз. Раковинаны жылтыратып жуып айттым. Тұра сала төсек жинау, бала күнінен төсек жинап таңда бастау әдет болған, таңның реттілікпен басталып бірден жинап қою, мидың тыныштығы, тазалық, жинақылық әкеледі. Алдыңба орнына қой, алған затты орнына қою, мидың тыныштығы, тазалық, әр заттың орны бар екенін, әр заттың орны бар екенін іздегенде оңай табудың несі екен дейді, оңай табу дейді. Алдыңба орнына қою, тұра сала төсек жинау, осыны орындаған адам үйінде реттілік пайда болады. Егер сіз дұрыс алгоритммен үйдегі қоқыстан арылсаңыз, дұрыс алгоритммен, орны әр нәрсенің орны болса, біз осы бірінші деңгейде үйді реттей отырып, біз ойымызды, миымызды реттейміз. Ойлап отырсың, үй жинап жатырмын деп. Бірақ сенің ойың жиналып жатады. Ойың өзгеріп жатады. Өзіңе деген қарым-қатынасың, жалпы үйіңе деген миың реттеліп жатады. Өйткені бізде специально соны анализ жасайтын сұрақтармен береміз. Ол тапсырманы орындамас бұрын сіздерге біз жаңа сабақ өтеміз. Түсіндіреміз маңыздылығын. Тапсырма береміз, сосын сол тапсырманы разбор эфирде талдаймыз. Дальше ары қарай. Тапсырма беріп өтіп кетпейміз, соны ары қарай тағы да талдаймыз. Қыздар жазады отчеттарын, тапсырма орындағандарын. Сол тапсырмаға кері байланыс бергенде, ана тапсырманы жай ғана орындамайсың, 2 есе түсінесің мағынасын. Бұл сондай тренинг. Ойлаңызшы, сізбен осылай 3 ай жұмыс жасайды. Именно VIP қыздарында 3 ай именно сіздің жасаған істеріңізге кері байланыс береді. 3 айдан кейін неужели ол жерде өзгеріс болмайды? Содан кейін бізде бір айдың өзінде керемет өзгерістер болады. Өйткені біз жай ғана тапсырма бермейміз. Тапсырманың үстіне тағы да разбор жасаймыз.
Ол тапсырманы бір емес екі разборда сен уже түсінесің депші. Мына тапсырманы жай ғана түсініп өтіп кетпейсің, сен уже өміріңе енгізу керек боласың, уже мағынасын түсінгенің соншалықты. Тыныштық, тазалық дейді. Ыдыс уақытында жуу, әрбір ас ішкен соң уақытында жуамын, жуылмаған ыдыс қалдырмаймын. Бұл өзімнің қандай екенімді және ас үй әйелдің айнасы екенін жақсы білемін дейді. Жақсы, жарайсыз. Кешке ерте жатып, ерте тұрамын. Ертеңгі күннің берекесі бүгінгі кештен бастаймын. Азанда тұрып, шай қойып, дастархан жасап, ары қарай жалғастырып кете беремін дейді. Күніне 5 минут ерте жату, құптан намазын оқып болған соң дереу жатамыз. Ол әдет болған. Ертеңгі таң намазына уақытына тұруға жеңілдік дейді. Жарайсыз, керемет. Успешный адамның әрекеті. Негізін жетістікке жеткен адамдардың бірден бір несі, ерекшелігі. Неге? Ол өте аз жетістікке жеткен адамдар, 3% әлемде. Неге? Өйткені ол қиын екен да. Бәрібір дисциплинаны екінің бір ұстана алмайды. Ерте жату деген, ерте жату, сосын әрбір істі уақытында істеу. Көпшілігі ерте тұру туралы әңгіме айтады, сабақ айтады. Егер ютубты ашсаңыз да, кітапты алсаңыз да, ерте тұру туралы айтады. Магия утра деген бір кітаптар бар. Мен бәрін оқып тастаған, онда ерте тұрам депші. Мен түсінбеген ғой. Ерте тұрудың өзінің несі бар екен, лайфхактары бар екен. Өзінің керемет техникалары бар екен. Сен өміріңде жүйе болмай, әсіресе әйел кісілерде, сен постоянно ерте тұра алмайсың. Көпшілігінің проблемасы сол. Жүйе жоқ. Өзі не керек екенін білмейді. Өзінің ішкі состояниесі қолдырап жатады да, мен неге істеуім керек, маған ешкім көмектеспейді. Күйеуім маған жылы сөз айтпайды, бір гүл әкеп бере салса болады ғой, бүйте салса болады ғой деп жүрген кезде, или қолыңызды беліңізге таянып алып, еркек шора болып, бәрін командовать етіп жүрген кезде, үйде не болмаса, ол кезде сенің ішкі состояниеңе байланысты сен просто так шаршағаның үшін ерте тұрғың келмеуі мүмкін. Жата бергің келуі мүмкін. Ерте тұрғанда да не істеріңді білмей қалуы мүмкінсің. Не істеймін ерте тұрып деп, ерте тұрып үй жинайтын кісілер де болады. Ал біз мақсат ерте тұрып үй жинау емес, ерте тұрып өзіңе көңіл бөлу. Ерте тұрмас бұрын ерте жатуды үйрену. Бәрі бір-бірімен байланысты. Біз екінші деңгейде ұйқы жайлы өтеміз. Бірінші деңгейде біз үйді ретке келтіреміз. Неге? Бірден ұйқыдан бастамаймыз біз. Себебі сенің үйіңде оншалықты көп уақыт кетпейтінін көзің жету керек. Азаннан кешке тірмелеп жүрмеу керексің. Және соны системаны үйретеміз. Система қалыптастырамыз. Сенің үйіңде 1 сағат қана кетеді үйің жинауға. Болды, қалған уақытта сен өзіңнің құндылықтарыңа, мақсаттарыңа жұмсайсың уақытыңды. Енді ерте жатпасаң, сол кезде де, вот екінші деңгейде соны қарастырамыз. Неге ерте жатпай жатырмыз? Уақытымызды не ұрлап жатыр біздің? Неге біз мақсатымызбен жұмыс жасай алмай жатырмыз деп. Көрдіңіз ба? Ал біз сол екінші деңгейдегі жұмыстарды, сабақтарды бірінші деңгейге қойсақ, сіздер алып жүре алмайсыздар. Өйткені біздің ішкі состояниеміз ол нәрсеге дайын болмайды. Үйдің тірлігінен шыға алмай жатамыз біз. Бәрібірде де үйдің тірлігіне қатты мән беріп қалғанбыз. Үйде отырғаннан кейін көпшілігіміз, үй таза тұру керек, таза тұру керек. Бірақ оған өмірімізді арнамау керекпіз. Таза тұру керек, ол белгілі бір жүйемен 1 сағатта үйін жинап тастау керексің. Бірақ сен бала-шағаңа, күйеуіңе, өзіңе, иманыңа, дамуыңа уақыт арнау керексің. Жұмыс істеуіңе жарайды, табыс табуыңа уақытың бар. Соны біз екінші деңгейде қарастырамыз. Табыс табу, өзің мақсаттармен жұмыс жасау деген. Мақсатымен жұмыс жасаған сен өзіңе уақыт арнау деген сөз ғой ол. Бірінші деңгейде өміріңді, үйіңді жауапкершілік қыласың. Екінші деңгейде сен уже өміріңді жауапкершілік қыласың. Үшінші деңгейде уже отношение. Бәрі реттеледі. Сенде болмай жатқан, енді полный бақытты болып кетесің, одан кейін қиыншылық көрмейсің деген сөз емес. Қиыншылық болады ол өмір болғаннан кейін, тағдыр болғаннан кейін. Бірақ соны дұрыс шешіммен өту, дұрыс анализ жасап, дұрыс шешім қабылдау сіздің неңізде болады, уже жүйеңізде болатын болады өміріңізде. Анализ жасап, ересек адамның өмірін сүріп бастайсыз, иншалла. Мен өзімді реттесем, уже сезе бастаймын, жан жағым өзгері бастайды. Ішкі халіміз, Мен тегін эфир жібермеймін, күтіп жүремін. Алдын мен уборщица болғанмын,
тек тірлік басқаларды ойлау, өзімді ойламайтынмын дейді. Осы тегін эфир маған өте көп пайдалы болды. Көзім ашылды, өзіме іштей сенімділік, тыныштық, шекара қою, өзімді қадірлеп жақсы көруге, өзімді жеңіл сезініп, үйде реттілік жүйе болып, уақыттың қадірін біліп бастадым дейді. Тегін эфир менің өміріме үлкен нұр болды. Алла екі дүниенің бақытын берсін сіздерге. Әмин, әмин. Енді ойлаңыздаршы, осындай тегін эфирден бір апта енді өтті ғой, бірінші алғашқы аптасын бердік сіздерге. Ары қарай 11 апта, 11 түрлі сабақ, 11 емес бірнеше тапсырма орындалатын. Еще қосымша қаншама разбор эфир. Общий 36 сабақ болады екен. Эфирлер, тікелей эфирлер. Ойлаңыз, бірінші аптадан осылай өзгеріс болып жатса, 3 айда қалай болмайды ол өзгеріс. Иә? Мен де айтайын дегенім, үнемі тегінде деп тыңдап жүріп тірлік жасаймын. Таңнан бастап үйдің рутинасын реттеп, уже после обеда бос уақытым болады. Сабақтарға мән беріп қойба дегенді осыдан 3-4 жыл алдын қолға алғанмын. Но мына сабақ ходбаға қосымша жәрдем бергендей, өмірімдегі жүйелілікті реттеп, үйге киген киімімді өзгертіп, үйде қаншайымдай жүресің дейді. В общем, тегін эфирдің өзінен қаншама пайдалар аламыз дейді. Альхамдулилля дейді. Альхамдулилля. Бағана айтты ғой, қаншама курстар алдым. Мен дамимын дедім. 990 теңгелік тәттілер пісіретінде де алдым. Иә? Мәселе сол ақшаға келетін ақшадай курстар емес қой. Мәселе соның нәтижесін көруде. Ақшаны босқа далаға шашып, жүйесіз өмірде өмір сүратқаннан кейін мынандай сияқты ғой. Мен үнемі мысалы келтіремін. Мысалы, дәл қазір сіздің өміріңізде осындай ситуациялар болып жатыр. Курстан курсты алдыңыз, әлі тыңдауым керек болған курстар тұр. Жоспарыңызда тұр, неше түрін жасаймын деген арманыңыз бар. Үйіңізде кейінге қалдырған істеріңіз тұр. Ананы істеуім керек, мынаны перде жууым керек, кілем жууым керек, ананы сүртуім керек, мынаны жууым керек деген ойда миыңыз толып тұр. Балаларыңызды қосымшаларға апарасыз. Сабақты оқытуым керек, анаған бүйтуім керек, ана үйірмеге жазуым керек. В общем, түгелін алып алдыңыз. Бәріне үлгеріңіз керек. Үлгермей жатырсыз. Сосын сіз айтасыз, менде бірдеңе дұрыс емес, менде бір білім жетпей жатыр. Дейсіз да, маған бір қосымша бір табыс табам ба, что-то шаршап жатырмын, кішкене сыртқа шығып жұмыс істеймін ғой деймін. Деп, иә, өзіңізге не болмаса кейбір қыздар болады, осы намаз оқитын қыздар араб тілін бастап кетеді. Менде дұрыс болмай жатыр дейді да, бізде осы жекемізге жазған қыздар болды алдыңғы потокта. Такие тренингке келген жоқ, бірақ жазды. Мен үлгермей жатырмын дейді. Үлгермей жатырмын, қосымша көп сабақтар алып алған, өзі ұйқысы қанбаған жылдар бойында, балаларға да көп ұрсады, бірақ басқа сабақтарға қатысуға жазылып алған. Содан кейін сол кісі үлгермей жатыр, бірақ мына стакандағы су толып тұр. И соның үстіне бір сағат па бір зат салып жіберсең, не істейді? Стакандағы су толып тұр ғой, сол төгіледі ғой сыртқа қарай. Тура сол сияқты ғой. Өзіміздің өмірімізде каша болып жатыр. Кейінге қалдырған істеріміз көп, істеуіміз керек болған міндеттер өте көп жиналып тұр. И сен қосымша аласың да, бірдеңені үйренуің керекпін деп қосып аласың. Тағы да бір курс қосып аласың. Жүйесіздігіңе тағы да бірдеңені қостың. Иә? Ол бір даму болды, сосын бизнес ашатын жұмыс болды. Декретте отырсың ба, онда мынаны жасап ал. Сен бекер отырсың ба, онда мынаны істе деген неше түрсін алып алдың да, и сен сол су сыртқа ағылып төгілген сияқты, сен одан сайын выгораниеге түсесің. Иә? Ал мына тренингтен кейін, енді любой курсты ала беріңдер деп айтпаймын, бұл тренингті өтіп алған кісілерге. Оның өзін саралау керек, бірақ саралап бастайды, уже маған керек емес деп. Тек өзінің дамуына қатысты ғана, табыс табуына қарай жүріп, өзінің сол табысына қатысты білімін дамытуға ғана курстар алатын болады. Тренингке қатысқаныңызда. Неге? Өйткені олардың өмірінде жүйе пайда болды. Саралау пайда болды. Ақшаға деген көзқарас өзгерді. Әр затқа шаша бермейді. Неге менде ақша жоқ дегенге жауап тапты наконец-то. Ол курстың өзін ойланып таңдап алады. Курстар, неше түрлі маркетингтер сізді бағындырмайды, сіз оларды басқаратын боласыз.
Сіз 99 теңгелік скидкалар сізді басқармайтын болады уже. Ана жерде скидка екен, мына жерде артық бірдеңе екен, біреуін алсаң екінші тегін екен деп жүрмейсің уже. Сен сол маркетингтің нелерін, неме ана сізге құрған жеңілдіктерін, типа, сіздің ақшаңызды алу ғой оның барлығы. Соны сіз не істейсіз? Өз мақсатыңызға сол жеңілдіктерді қолданатын боласыз. Сізді олар мақсатына қолданбайды, сіз оларды өз мақсатыңызға уақытында қолданып отыратын боласыз. Ол деген менеджерлік қой. Хаус менеджер деген ол жай ғана тренинг емес, сіздер ойлап отырған. Ол білесіздер ме? Бүкіл әйелдің, қатысып жатқан әйелдердің ішкі және сыртқы жүйесін орнатады ғой. Сондай мектеп бұл 3 айлық. Ешқандай 11 жылдық мектепте, 4 жылдық сіздің универіңізде оқытпаған мектеп. Мен де өзім 11 жылдық сіздер сияқты мектеп бітірдім, 4 жылдық универ бітірдім. Мен өзім вообще тіршілікке араласпаған қызбын өмірде. Жас кезімде тұрмысқа шықпай тұрған кезде. Онда араластырмаған мені, екіншісің, сыңарың екіншісің, әлсізсің деген сияқты. Маған универ үйреткен жоқ оны. Маған бұны үйреткен жоқ мектеп кезіндегілер. Кейбіреуіңіздің анаңыз үйретіп, сондай бір не болған шығар. Мен мысалы сыңарым өте пысық. Сол пысық болғаннан көп нәрсені өмірде үйренген. Бірақ көпшілігіңіз үйрендіңіздер аналарыңыздан, бірақ жүйені именно үйренбедік біз. Мынау, нені үйренбедік? Аналарымыздың кінәлаудың қажет жоқ, ол кісілер өздері білген жоқ. Баланс ұстауды білмептік біз. Тек қана мен болды тұрмысқа шықтым екен, мен баспен кіріп, осыларға отынмен кіріп, күліммен шығуым керек екен деп ойлап қалдық көпшілігіміз. Сонда бүкілі маған разы болады екен, қарқ болады екен деп. Ондай болған жоқ. Өзің разы болмай қалдың соңында, өз өміріңе. Вот ондай жүйе бізге керек емес. Бізге баланс ұстау керек. Өзің де разы боласың өміріңе, тағдырыңа. Отбасың да разы. Үйің де таза, денсаулығың бар. Өзіңнің қызықтыратын ісің бар. Әйел адам, мен айтар едім, мені тастап кетті, мені жек көреді, менімен сөйлескісі келмейді деп келді ғой бізге талай қыздар. Күйеуім мысалы былай сөйлейді маған, менің қадірім жоқ деген сияқты. Потому что біз өз өмірімізді өзіміз қызықты қыла алмағандықтан. Сен өзіңнің өміріңнің өзің қызығың жоқ. Жалғыз өзің қалсаң ішің пысады, не істеріңді білмейсің. Сен біреудің махаббатына мұқтажсың. Алла тағала бізді үлкен махаббатпен жаратып қойды. Біз пенделерді де солардың махаббат күтіп қалдық та, пенделерден. Бізден қателік сол. Сен сондай өмірді сүру керексің, өте қызықты өмірді сүру керексің. Сенің әлеміңе кіргісі келетіндей болу керек адамдар. Маған айтшы, не қызық болып жатыр өміріңде деп. Сенің әлеміңе қызығатындай болу керек. Сен біреудің әлеміне емес. Сен жалғыз болсаң да, күйеуіңмен болсаң да, сен тұрмыста болсаң да, тұрмыста болмасаң да, сен өзіңмен өзің болып бақытты бола алатын әйел болу керексің. Өзі бақытты емес әйелді ешкім келіп бақытты қыла алмайды. Ол жертва әйел, ол күйеуінің маңдай соры ғой. Ештеңе жақпайды оған. Алып берсе де жақпайды, ол постоянно манипуляция жасайды. Манипуляция деген сөз арамдық қой. Сен кереметсің, ойбай, мен сен жақсы көрем, сен керемет еркексің деп, қалауын алып алу просто. Пайдаланып күйеуді. Бірақ іштей неше түрлі претензиямен отырасың, бүйтпей ма, сөйтпей ма деп. Ананы қара, мынаны қара деп неше түрлі еркекпен салыстырып отыруың мүмкінсің. Ол екіжүзділік, арамдық, адалдық емес ол. Мен Хадиша анамыздың айтқан адалдығы бұл емес. Соны искренне түсінесің да, өміріңе басқа көзбен қарайсың. Көрдіңіз бе, өміріңе басқа көзбен. До и после деген сол. Сен осы уақытта қанша болдың, қандай болдың осы? Октябрь ма, міне? Ноябрь. Ноябрьде қандай сезімдесің? Енді 3 айдан кейін представь себе. Ноябрь, біз ноябрьдің аяғында бастаймыз уже сабағымызды. Декабрь, январь, февраль. Болды, ары қарай, январь, февраль, 2026 жылы сен басқа адам болып, кім бар мына жақта? Басқа адам болып, сен өміріңе қадам басасың. Басқаша ересек адамның, саналы адамның өмірін наконец-то сүре бастайсың.
Так, 3 айлық тренингте қаншалықты пайда аласыздар ойлана беріңіз егер Балнұр. Балнұр бізде 8-ші потокта. Стандарт пакетті оқып жатқан қыз. Эфир болып жатыр ма дейді. Иә, ойбай, эфир болып жатыр. Қазір мен суымды ішіп алайын, кері байланыс жаза беріңдер. Бисмилля. Үй жұмысын жасамайтындар ше дейді. Қанша сабақ алса да, әрекет жасамайтындарға не жасаса болады? Прям қарсылық дейді. Прям қарсылық болады дейді. Просто сізде не жоқ. Смысл түсінбейсіз. Қарсылықтың мәселесін, түпкі несін түсіну керекпіз біз. Не дейді? Мағынасын. Өте жан-жақты қарастыру керек. Себебі мынау деп айта алмаймыз. Просто сізді шабыттандырмайтын өмірде мақсатыңызда болмауы мүмкін. Зачем мне деп. Тіпті өзгергіңіз келмейді, зона комфортаңыз қазір ыңғайлы сізге. Әрекет жасағыңыз келмейді просто. Или қатты шаршаған болуыңыз мүмкінсіз. Әртүрлі себеп. Оны бір нәрсемен айта салмаймыз ғой. Қазір нәпсі қатты семірген заман ғой. Нәпсі семірген, оңайшылықпен ештеңе істемейді. Оған пинок беру керек болады кейде. Кейде қатты айтамыз батырып, кейде мақтап айтамыз сабақ эфирде. Кейде талап етемін. Кейде болады, осының бәрін не үшін керек маған деп қолыңызды бір сілтейсіз, сол кезде біздің поддержкамыз керек болады деген сияқты. Ол нәпсімен жұмыс оңай емес. Сен келу керексің, бірге бір амал жасау керексің, куратордың айтқанын тыңдау керексің, сонда нәтиже болады. Ештеңе әрекет жасамай отырсаң, енді біз үйіңізге барып сізді тұрғыза алмаймыз ғой. Біз бар білімді береміз, бар уәде еткен білімімізді, амалымызды жасаймыз. 50% сізден не болу керек? Әрекет болу керек. Сонда бірлесіп отырып 3 айлық нәтижені көреміз. Мен мына жаққа сиқырлы әлемге кіріп кетеді екен, бәрі керемет болып кетеді екен деп ойлағанмаңыздар. Бірге бір амал жасау керек боласыздар. Нәпсі ғой дейді. Нәпсі семірген қазір. Соншалықты нәпсі семірген, соншалықты біз қазір 5 минут шыдамсыздық танытамыз ғой, кітап оқуға шыдамайды екенбіз. Бір 2 күн бір дұрыс тамақ жемесек қиналып кетеміз. Бұрынғы өмірді ойлаңыздар. Бұрынғы мамаларымыздың, ол кісілердің бұрынғы өмірді ойлаңыздар. Біздегі қазір роскошты енді масқара енді. Түгел нәпсіге жасалып жатқан нәрсе ғой. Істеп жатқан нәрсенің бәрі нәпсіні көтеретін. Тамақтар неше түрлі. Әлемдегі жасалып жатқан жағдайдың бәрі нәпсі үшін. Сондай семірген нәпсіні әрекетке көшіру енді оңай болмайды. Мен отзыв айтсам бола ма, Нәзира ұстаз дейді. Қазір мен қосайын. Мына қыздар. Қайша отзыв айтайын дейді. Жақсы, қазір қосам қыздар. WhatsApp'та бола ма сабақ 3 айлық дейді. Zoom'да болады, ссылка жіберіп отырамыз. Телеграмда топтар ашылады, ортақ чат болады, сабақ чаты болады, тек қана сабақ сақталатын. Одан кейін отчет чаты болады. Жеке отчет жазасыздар. Одан кейін сабақ чатында сабақтарды, күнделікті өтілген сабақтарды жіберіп отырамыз. Аптасына 3 рет болады сабақ. Одан кейін не болады? Отчет чаты болады. Отчетқа жібересіздер отчеттарыңызды. Қазір микрофонды қосам. Бізде Балнұр, Қайша деген қыздар отзыв айтайын деп жатыр екен. Қайша қызмен өздеріңізді таныстырып, қысқа ғана, Ассалаумағалейкум, Назира ұстаз, қалайсыз? Қош келдіңіз. Мен қай потоктансыз? Мен 2-ші потоктамын. Стандарт пакетті алған етімін. Қазір бізде сабақ, тренинг екінші деңгейдеміз. Мен айтқым келгені, осы тренингке келмей тұрып, қандай Балнұр болдым, қазір 2 айдың ішінде қандай результат көрдім, мен соны айтқым келіп тұр. Мен осы сабақтың келмей тұрып, мен жертва әйел болдым, перфекционист әйел болдым. Мен кезінде ойладым, жұмысқа шықтым мен. Жұмысқа шықсам, үйдің тірлігінен құтыламын, жаңа бытовухадан құтыламын деп ойладым. Сол кезде керемет болып кетемін деп ойладым. Өйткені үйдің тірлігінен мен шаршаған едім. Жұмысқа шықтым. Жұмыс пен үйдің тірлігімен қатар алып жүре алмадым. Өйткені үйімде хаос, миымда хаос.
сөйтіп жұмыс істеп жүрген кезде де менде жаңа үйге келем, үйдің тірлігі бітпеген, жаңа перфекционистпін ғой, өзімді ұмытқам, өзімді жаңағыдай жұмысқа шықсам керемет болып кетем деп ойладым, өз-өзіме қараймын деп. Бірақ жұмысқа шыққанда да ол 2 есе қиын болды маған. Соны көрген жолдасым жұмысқа шықпай-ақ қойшы деді, өйткені үйде уже береке қалған жоқ еді. Жұмысқа шықсам жаңа үйдің тірлігін істей алмаймын, одан кейін бала шағама ұрсамын, күйеуіме, жолдасыма ұрсамын. Өйткені перфекционистпін ғой, всегда недовольна етемін. Ал қазір Аллаға шүкіршілік етем. Осы тренингке мен қатысып жатқаныма әлі күнге дейін шүкіршілік етем. Менде қаншалықты күшті өзгерістер болды. Мен қазір жұмысқа шықтым, қайтадан жұмысқа шықтым. Аллаға шүкір, үйімде менде реттілік бар, күйеумен ара қатынасым жақсы, перфекционистік мінезімді кішкене қойып келе жатырмын. Жертва едім ғой мен, оны да қойып келе жатырмын. Қазір мысалы сағат уже 11 болды ғой, 11-тен кетті. Мен уже азанда бүкіл тірлігімді істеп қойдым, үйдің рутинасын да істеп қойдым, кешкі тамағымды да істеп қойдым, тапсырманы істеп қойдым. Қазір емін-еркін уже жұмысқа бара беремін. Кешке келгенде менде миымда тыныштық. Соны айтқым келеді қыздарға. Қыздар, қатысыңыздар. Мен бұрынғы кезімді қазір елестетсем, мен қандай шүкіршілік жоқ адам болғанмын дедім. Бізде бір эфир болды ғой, шүкіршілік жайлы. Сол кезде мен жылаған едім. Мен қаншалықты Аллахтың берген нығметін мен көре алмадым ба осы уақытқа дейін деп. Қазір сонша шүкіршілік етемін. Назира ұста, сізге Алла разы болсын. Мен 2-ші деңгейде түсіндім, мен құндылығым, мен өзім ана рөлімді ұмытып, әйелдік рөлімді ұмытып, мен сыртқа қаштым ғой. Бірақ мен түсіндім қазір, мен ана рөлімен әйелдік рөлін ешқашан бас тарта алмаймын. Осы нәрсені реттесем, мен бұдан кейінгі ары қарай мақсатыммен жұмыс істеп жатырмын ғой. Соның бәрі бірінен кейін бірі бола береді. Менде қазір өмірімде жүйе бар, өмірімде реттілік бар. 1-ші деңгейде біз үйімізді реттейміз деді ғой. Шынымен 1-ші деңгейде үйімізді реттедік. 2-ші деңгей қазір миымыз реттейміз, мидағы хаостан арыламыз деп жатыр. Онымен де жұмыс жасап жатырмын, Аллаға шүкір. Сосын айта кетейін, бізде аяқ асты форс-мажор деген болып қалады. Аяқ асты үйге қайын жұртым келіп қалды алдында. Сол кезде менде еркіндік болды ғой. Менде үйге біреу аяқ асты келіп қалса, менде андай тыпырлап кететін. Ана жерім шашылып кетті, мына жерім үлгермедім. Неге бұлар айтпай келеді, неге бүйтеді деп мен сөйтіп кететін. Үйдің қай шетінен бастап жинауды мен білмейтінмін. Жаңа тыпырлап кететін. Алдында келді қайын жұртым, мен де сол кезде түсіндім ғой. Үйім тап-таза. Просто келген адамға шайымды беріп, шығарып салдым. Сол кезде мен түсіндім ғой, менде жаңағы қандай өзгеріс болып жатқанын. Генеральный уборка қалдыратынмын. Қазір менде генеральный уборка деген мен полный ұмыттым. Вообще генеральный уборка жоқ. Менде бос уақыт көп қазір. Мен үйдің тірлігіне әрі кетсе 15 минут, жарты сағатым кететін шығар полный үйді реттеп жинап шығуға. Ал ары қарай мен боспын. Жұмысыма да барып келем, мақсатым мен де жұмыс жасаймын. Соны айтқым келеді қыздарға. Қазір қазақтың әйелдеріміз ғой, бәріміз менталитетіміз бір. Сол үшін бәріне жаным ашып айтып жатқаным. Бұл ойлап қалмаңыздар, жаңа жағымпаздану емес. Шын ниетімен айтқым келеді, қыздар, қатысыңыздар. Бұл біздің өмірімізге керек, жаңа ақыретімізге де керек, пайдалы білім екен. Мен осы уақытқа дейін мен қатыстым. Неше түрлі курсқа қатыстым мен. Бірақ бұндай результат мен көрген жоқпын. Өйткені мен 40 әйелге қатыстым, только сонымен жұмыс жасаймын, мақсатқа жетем, жаңа армандар картасы деп атады ғой, сондайға да қатыстым мен. Ол кезде мен арманымды, мақсатымды дұрыс қоймаппын. Маған үлкен үй алу, үлкен машина алу болу, міне сондай екен да. Бірақ мен қазір нағыз өзімнің мақсатымды таптым. Нағыз құндылықтарымды мен қазір таба бастадым. Аллаға шүкіршілік етемін. Сол үшін қыздар, қатысыңыздар. Бұл қымбатты емес. Өзім де басында ойлайтын, ақша жоқ, мен қалай қатысам, үйде отқан адамын ғой мен. Жаңа маған қымбат болып көрінді да. Бірақ мен сабаққа шын ниетмен шын ниетмен қатысқым келді, шынымен өзгергім келді. Бірақ мен таптым. Ал мен ақша жағынан қазір көбісі қымбат қой деп жатыр. Ешқандай қымбат емес қыздар. Мына 3 айдың ішінде бізде разбор эфир болып жатыр, прямой эфирлер болып жатыр. Каждый түсінбегеннің бәрін түсіндіп, этап-этапмен береді. Ал бізде басқа курсқа қатысқан кезде бізге дайын видео бере салатын. Ол сен түсіндің ба, түсінбедің ба, ары қарай әрекет еттің ба, етпедің ба, ондай ештеңе жоқ еді. Қазір өзім бір аптаның өзіне көріп жатсыздар ғой, анализ жасап жатсыздар. Біз соны 3 ай бойы болады бізде. Елестете беріңіздер қыздар. Прямой эфир, разбор эфирлер, тапсырмалар, бәрі өте керемет құнды сабақтар. Сол үшін қатысыңыздар дегім келеді.
Рахмет, Балнұр, Алла разы болсын. Шынымен де бүкіліңіз жабылып, ақша жинап, түгеліңіз бізге берсеңіздер де, или біздің кеткен 3 айлық уақытымызды сатып алып береміз десеңіздер де аламайсыздар ғой. Ол құнды біздің уақытымыз сіздерге беріп жатқан. Не? Өте құнды білім, өте құнды ақпараттар. Егер оны ешқандай ақшаға сатып аламаймыз біз кетірген уақытты. Ал сіздер қаншама білім аласыздар. Әрине, сол үшін әр істі не істейміз біз уәде еткенімізден де көп береміз да сіздерге. Сол үшін Балнұр өзі айтып жатыр ғой, мен мысалы Балнұрмен отзыв айтыңыз, бүйтіп айтыңыз, сөйтіп айтыңыз деп сөйлескен жоқпын. Иә? Ертең разбор эфир болады, кімдерге иншалла. Екінші деңгейдің предпоследний сабағында жүрміз. Енді бір сабақ қалды менде. Одан кейін разбор эфирлерімізбен солай аяқтаймыз. 2 аптадан кейін мен Мадинаның деңгейі басталады, 3-ші деңгей. Қазір күйеуіммен жағдайым жақсарды деп айтып жатыр ғой Балнұр, иә, байқасаңыздар. Ал біз әлі 3-ші деңгейге келген жоқпыз. Бұл отношение деңгейіне келгенде ол қандай өзгеріс болады ойлаңыз енді. Иншалла. Алла разы болсын, кері байланысыңызға, отзывыңызға, кімге Аллах берекетін берсін нәтижелеріңізге. Амин. Кім еді жаңа? Айшаны қосайын. Сіз өзіңіз таныстыра кетіп, қысқаша өзіңіздің нәтижеңізбен тренингке келгенде қандай болдыңыз? Тренингтен қандай нәтиже көрдіңіз? Айта кетсеңіз. Қол көтересіз бе, өзіңіз қоса бересіз бе? Мен білмейді екенмін онша. Телеграмды. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Менің есімім Қайша, мен 2-ші потоктан бері қатысып келе жатырмын. Машалла. Қатыспағаннан бұрын тек қана үйдің тірлігін ойлайтынбыз ғой біз. Үй қалай шашылмайды, қалай тез жинаймын деп басқалай ойланбайтынбыз. Содан осының бір группадан көріп қалдым да, ойланбай қатыстым. Сөйтсем бұл тек үй жинау емес екен. Аллахқа мыңда бір шүкір, мен ешқандай өкінбеймін. Біз берген ақшадан неше есе құнды білімді бердіңіздер. Қазір 6 балам бар, өз кәсібімді бастадым. Ең кішкентайым 2 жасқа келді. Үйді өздер жинайды қазір, үлкені 14 жаста, өздері тез жинап алады. Соны айтайын дегенім, бұл жерде тек үй жинау ғана емес, балалармен қарым-қатынас, күйеумен қарым-қатынас, сіздерге де талай күйеумен болған жағдайды айтқандарым бар ғой, сіздерден сұрағандарым, қиналған сәттерім. Қазір бәрі Аллаға шүкір, мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ешқандай өкінбей қатысса болады қыздар. Бұл тек бізге ғана емес, біздің балаларымызға, баламыздың балаларына да кететін құнды білімдер ғой, былайша айтқан кезде. Сосын айтайын дегенім, қазір мысалға қазір әлі обед тамақтарым дайын, менің уже обедім дайын. Бұрын үйдің шаруасы, тамақ, жұмыс дегенді мүлдем ойланбайтынбыз. Жұмыс істеймін деп мен ойланбайтынмын, осы балалардың сабағы, осылардың тәрбиесі деп қана ойлайтынмын. Қазір Аллаға шүкір, сабақтарына да үлгереді. Үйіміз қазір тез жиналады. Сосын балаларым да айтады, анашым, сіз бұрынғыдай бізге ұрыспайтын болдыңыз, осы сабаққа қатысқаныңыз жақсы болды деп. Балаларымызға да айқайлап ұрыспаймын, өздері біліп, қазір жұмысты бөліп алады өздері. Сен мынаны істе, мен мынаны істеймін деп үлкен айтады, бірін тілін бірі алады, өздері тез жинап алады. Сол айтайын деген қыздарға ешқандай өкінбей қатысыңыздар. Кез келген мұсылман әйелге өте құнды білімдер береді. Одан кейінгі бізге 3 айлық сабақты бергеннен кейін тастап кетпейді бұл кісілер, ары қарай жетектеп тұрады. Бір жағдайымыз болып қалса, сұрасақ сұрағымызға жауап береді. Ертіп бірге тәрбиелеп, бірге ертіп жүреді. Соған қатты ризамын мен. Постоянно айтып отырамын, бізді тастамайсыздар, бізді ұмытпайсыздар ғой деп. Кез келген жаңалықтарыңыз болса айтып отырасыздар. Алла разы болсын. Сізден неде отношениеде именно қандай өзгерістер болды, қандай мәселеңіз болды, айта кетсеңіз. Күйеуіммен қарым-қатынаста ма? Иә, күйеуіммен қарым-қатынаста не десем болады, ол кісі былай арамыз мынандай жақын емес болатын. Маған айтады ғой, сен бұрын мені бұндай жақсы көрмейтінсің ғой депші.
өзгергенімді күйеуім айтқан ғой, сен қалай мені қазір осылай жақсы көріп кеттің деп. Сонда ашылып күйеуіміздің алдында жақсы көретінімізді білдірмейтін де ғой. Қазір деген шүкір, Аллахқа мың да бір шүкір, мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қазір бірдеңені алып ал, мен алып берейін, не аласың, саған не керек, жүр бірге шығып тамақ ішейік деп. Бұрын ол деген мен үшін арман болатын ғой, қызығып елдің өміріне қарап отыратын. Қазір өзі ертіп шығады, қалаған затымды алып береді, балаларына да көңіл бөледі. Мысалға мен өзім өзгерсем, балаларым қимай қалдым. Бұрын солармен алысады екенмін. Қазір керісінше мен өз өзіммен, өз өмірімменен, мақсаттарымменен солай рухани дамумен жұмыс бастадым. Қазір күйеуім де өзгеріп кетті. Телефонда отырып, бізбен сөйлесіп, балаларына тәрбиесін айтып, бірге ортақ әңгімеміз бар. Ол өз алдына ақша табады, мен өз алдыма жүретінмін ғой. Қазір екеуміз бір мақсатта жүреміз. Балаларына да көңіл бөледі, маған да көңіл бөледі. Мен армандайтын, менің ата-анамды құрметтесе, менің әке-шешемді өз ата-анасындай көрсе, оларға көмектессе деп қатты армандайтынмын ғой, Аллахтан сұрайтынмын. Қазір өздігінен ол кісілерге көмектесіп тұратын болды. Альхамдулилля, Аллахқа мың да бір шүкір. Соны айтқым келеді. Машалла, керемет. Алла разы болсын Қайша сізге. Әмин. Аллах қашан болсын. Мен қазір слайды ашайын. Қысқа ғана түсіндіріп кетейін да. Мен эфирді аяқтайық, иншалла, иә. Бұл біздің разбор эфир. Бірінші менің эфир көріп тұрмын, анау слайд. Менде ашылмай қалды. Разбор эфир және қорытынды эфир болды. Слайд ашылды, иә. Маған жекемен жаза беріңіздер. Мадина. Біз енді хаус менеджер тренингі 3 ай сіздермен бірге жүреміз. Бұл бірінші аптасы сіздерге өтілген. Енді біз иншалла неде осы айдың аяғында 28-і екінші аптадан бастап уже платный басталады. Осы 3 айда не істейміз? Хаус менеджер тренингі жалпы бірінші деңгейде үйді ретке келтіреміз. Үйімізді жауапкершілікке аламыз. Екінші деңгейде миды ретке келтіреміз. Өмірімізді жауапкершілікке аламыз. Не істеймін, қайда бара жатырмын, немен жұмыс жасаймын, қандай құндылықтарым бар менің өмірімде. Мен қалай өмір сүріп жатырмын жалпы. Жалпы сіз қазір қаншадасыз? Содан ары қарай осы уақытқа дейінгі өміріңізді саралаймыз. Одан ары қарай қалай енді нені сапалы өткіземіз уақытты, соған көңіл береміз. Иншалла. Сосын 3-ші деңгейде жүректі ретке келтіреміз. Отношения. Ол 3-ші деңгей, мына 2 деңгейден өтпей, 3-ші деңгейде негізін бармау керекпіз. Бәрібір ол жерде нәтиже болмайды. Өзімізді реттемей, жүрегімізді, ішкі жан дүниемізді реттеп, өз-өзімізбен жұмыс жасамайынша, біз ешкіммен дұрыс отношения құра алмаймыз. Құрғанның өзінде ол бір соғып бағанағыда айтқандай манипуляциямен болады. Бірдеңе алып алу, әйтеуір дегеніңді істету, сенен кетіп қалмаса екен әйтеуір деген сияқты оймен. Бізде ондай болмайды. Әйел өзгерсе, әлем өзгереді деп жатыр. Дұрыс айтасыз. Біз әйелдер, біз үйдің жүрегіміз. Біздің денемізде жүрек бар. Ол жүрек қатты алқынса, дұрыс емес соқса, қалай боламыз? Қандай жағдайда болады біздің денеміз? Тура солай ғой. Біз үйдің жүрегіміз. Ол дұрыс ритммен соғып тұрса, жүрегіміз ауырмаса, біздің бүкіл денеміз жақсы состояниеде болатын сияқты, біздің үйіміз де сондай состояниеде болады. Әйел өзгерсе, біз қараңызшы, біз бір әйелдің өзгеруіне себепкер болсақ, бір әйел бақытты болса, оның артында қаншама бақыт тұр, қаншама бала бақытты болады. Күйеуі бақытты болады, қаншама адам бақытты болады, ойлаңызшы. Қандай керемет жұмыс істеп жатырмыз біз, альхамдулилля. Енді бірінші үймен ойды реттейміз деп айттым, үйіңіз ары кетсе 1 сағатта жиналатын болады, иншалла. Артық заттардан, яғни авторлық методикамен арылатын боласыз именно хаустан. Генеральный уборканы ұмытасыз, бағана айтып жатыр қыздар өздері. Генеральный уборканы ұмыттым деп. Вот сондай бірінші деңгейде көздеріңіз жетеді оған. Қалай ұмытасың генеральный уборканы деп отырсаңыздар. Одан кейін тазалықты ұзақ уақыт сақтаудың құпиясын түсінесіз. 2 минут, 15 минуттық техникалар береміз. Үйіңізге уют орнатасыз, иншалла. Перфекционизмнен арыласыз. Перфекционизмнен арылмай біз дамымаймыз, табысқа да шыға алмаймыз. Шыққанның өзінде өте көп қиыншылықтар болады. Ол мен өзімде бойымда бар.
нәрсе. Перфекционизм мысалы менің бойымда бар. Жертва дейміз бе, ол да менің бойымда болды. Ұзақ мерзімде болды десем де болады. Делегирование деген бәрін өзің істемейсің, оны тоқтатасың. Сен бала шағаңа бөліп бересің. Олар да саған көмектесуге ынтық болады. Кеше мысалы біз кешке жақын прогулкаға шығайын деп жатырмыз. Қыздар тез менің қыздарым өзінің бөлмелерін жинап жатыр. Ойлаңыздаршы, тез. Бір 5 минут болар болмас бәрін орнына қойып тастады. Қатты мен қуанатынымды, өздері соны ұнайтынын, біз сол келген кезде үйде қандай уют болатын бәрін мотивациямен уже. Біздің сөзіміз, көзқарасымызбен, біздің өміріміз, салтымыз, өмір салтымызбен түсіндіреді екенбіз ғой балаға. Мен сосын қайта соны өздері айтады, мен үлкен қызым ұйымдастырады соны. Потому что оған сол нәрсе ұнайды уже. Сосын мысалы тұрған кезде төсек, мен айтатын, бірінші давай дәріңді ішіп ал, сосын төсегін жинайсың десем, көнбейді, давай мен бірінші төсек жинап алайын, содан кейін ішейін дәрімді деп айтады, потому что ол үйренген әдет уже. А біз кешкен тықықтап перфекционист болып, неге бүйтпейсің, неге сөйтпейсің, ананы бүйтпедің, мынаны сөйтпедің дей берсек, бұның не то что төсек жинау, вообще үйден қашып кеткісі келеді ол бала. Отбасымызбен үйден қашып кеткіміз келіп жүреді. Сондай кезде болды ма? Шіркін бір шетелге ма бір жерге, вообще үйімді ыдыс-аяғымды көрмейтін жерге қашып кетсем ғой деп отыратын состояние. Вот сондай состояние болмайды. Өз үйіңізде, өзіңіз уютыңызда, өзіңізде не болады? Жүйемен отырасыз. Махаббатпен. Сіз шетелге шығып кеткеннің өзінде сіз жүйелі неңізге, системасы орнаған үйіңізге келесіз. Бықсыған үйге емес, шаршаған үйге. Ойымызды ретке келтіреміз, артық ойлардан арыласыз, шынайы тыныштыққа жетесіз, иншалла, Алланың қалауымен әрине. Біз тек себебін жасаймыз, нәтижесін Алла береді. Әдет қалыптастырасыз, қаржылық сауаттылықты үйрене бастайсыз, жоспар құру, тәртіп бейімделесін, жоспар құруды сол бірінші деңгейдің соңғы апталарында үйренеміз. Таза мимен өмір сүруді үйренесіз, иншалла. Барлығын миымызда сақтап үйренгенбіз ғой біз. Енді екінші бөлімде, ол уақытыңыз қайда кетіп жатыр? Мақсат қалай жазасыз? Жалпы өміріңіз қандай, күндеріңіз қандай ингредиенттерден тұрады екен? Неден тұрады екен жалпы күніңіз сіздің? TikTok, сериал, бос сөздермен тұра ма екен? Жоқ, шынайы, құнды ақыретіңізге пайдасы істермен айналысып жатыр ма екенсіз? Мақсатыңыз қандай екен? Елден көріп алған көшірме мақсаттар ма екен? Ананы істеп жатыр екен, мен де солай істеймін деген сияқты. Тәуекел етіп бастайсыз уже, энергияны сақтап үйренесіз, зона комфортадан шығасыз. Бұның барлығы бізге қажет. Мынау тұрақсыз заманда біздің ішкі тұрақтылық, ішкі нақтылық өте қажет. Сосын хронофактар айтатын, уақытыңыз қайда кетіп жатыр, соны анықтайтын боласыз. Эффективті демалыспен балансты өмір сүруді үйренетін боласыз. Балаларға рутинаны бөліп беретін боласыз уже. Екінші деңгейде уже балаға береміз рутинаны. Сендер бәрін істей аласыңдар, сендердің қолдарынан келеді деп, бірінші деңгейде өзіміз істеп көрсетеміз, сосын оны бірге істейміз, содан кейін екінші деңгейде уже балаға береміз. Тапсырамыз рутинаны. Бірге істесеңіз де сізге аз жұмыс қалатын болады. Көресіз, иншалла. Тренинг барысында 15 минут кететін болады, үйіңізді порядкқа келтіру кешке жақын. Одан үшінші бөлімде жүрекпен жұмыс жасайсыз. Отношения уже. Отношения, жертва халінен шығасыз. Күйеумен қарым-қатынасыңыз түзеледі. Қазір жақсы болса, күйеумен қарым-қатынасыңыз одан сайын жақсара түсесіз. Отношениеңізде түсініспеушілік көп болатын болса, ол сізді түсінбейді, сізді қолдамайды, сіздің бастамаңызды қолдамайды, вообще жұмысыңызды дұрыс көрмейді деген сияқты. Не болмаса дамуыңызды қолдамайды, не сізді дұрыс түсінбейді, қуантқысы келмейді, ақша бермейтін кісілер болады. Вообще маған күйеуім ақша бермейді дейтін кісілер өте көп болды бізде. Оның бәрінің себебін түсінесіз. Изменаның алдын аласыз. Қазір измена деген нәрсе ушығып тұр. Қоғамда қандай нені алсаңыз да, қазір сол измена, проблеманың ең басы сол. Анаумен сөйлесіп қойыпты, мынаумен бүйтіп қойыпты, анаған кетіп қалды, менде ойы жоқ, анадан ойы бар, измена былай барып жасамаса да, ол көзбен уже соткада неше түрлі әйелдер бар, Вот соның бәрінен біз қалай сақтанамыз, қалай отбасымызды аман алып қаламыз, біздің тарапымыздан қандай әрекеттер жасалады, соны түсінесіз. Әрине, ер адамның жауапкершілігінде өте көп нәрсе.
бірақ біздің жауапкершілігімізде не бар екен, біз не істей алады екенбіз өз тарапымыздан, иә, соны түсінетін боласыз. Күйеуіңіз сізді бағалайтын болады, қамқор болады. Өзіңіздің нәзіктігіңізді көрсете отырып айтқаныңызды істететін боласыз. Сүйікті, қалаулы әйел боласыз. Иә? Одан кейін мына баламен байланысты сіздерге тегін вебинарлар беріледі деді ғой, иә? Сол кезде мысалы осы тренинг барысында сол вебинарларды көре отырып авторитет ана боласыз. Сіздің сөзіңіз заң болады, салмағы болады, заң болады дегенде сіздің дұрыс айтқан шешімдеріңізді дұрыс қабылдайтын болады балаларыңыз. Баламен дұрыс ұрсытпай-ақ, оған айғайлап бақырмай-ақ тіл табысуды үйренесіз. Мінезін қалыптастырасың. Уақытты бірге қызықты өткізе алатын боласың. Уақытың болады оған. Балаға сонымен бірге өткізетін уақыт, қызықты уақыттар сенің уақытың болады. Иә? Қазір мысалы баламен сөйлесуге уақыт жоқ, жат деп баланы айтып ұйықтап тастап, ары қарай тіршілігіңді жалғастырып жүрген болсаң, онда сол нәрседен наконец-то құтыласың. Менде болды сондай нәрсе. Бір крайностьқа, екінші крайностьқа өтіп кетеміз ғой, біз обязательно. Егер бізде жүйе болмаса, біз не білімге баспен кетеміз, не болмаса жұмыс істеуім керек, табыс табамын деп сонымен баспен кетіп қаламыз. Бағанағы өзіміз толып тұрған жүйесіздік өмірімізге тағы да үстіне бірдеңе қосып жұмысқа шығып аламыз. Бағана айтты ғой бізде, иә, стандартта оқып жатқанбыз. Жұмысқа шықтым, одан вообще қиналдым деп. Біз жұмысқа шығып, не болмаса балалардың бәрін садикке беріп, өзім жұмысқа шықсам, вот сол кезде мен өмірім жеңілдейді деп ойлаймын. Одан сайын қиындайды өмір. Өйткені бір былыққа екінші былықты қосып алдық біз. Ал біз жүйелі, үлкен теңізге бір машинаны салып жіберсеңіз де, ол теңіз атқылап, жан-жағына шашырап, ағып, тасып жатпайды. Ол өзіне сіңіріп алады, машинаның өзінің түбіне батып кетеді ол. Тура сол сияқты болу керек, біздің кең жүйелі өмірімізге кез келген бізге керек білім сіңетіндей болу керек қой. Көрдіңіздер ме? Сол үшін уақытты бірге қызықты өткізіп, құндылықтарымызға арнаймыз, балаларымызға арнаймыз, иә? Енді бонус сабақтар міне, қаржылық сауаттылық, бұны өзім өтемін. Қаржылық сабақты өтем болғанда өтілген сабақ бұл. Сіздерге осыны тегін береміз. Курс тренингке тіркелген қыздар үшін. Иә? Одан кейін бонус сабақ міне бала мен ата-ана арасындағы алтын көпір. Баламен сенімді қарым-қатынас жасаудың 4 құпиясын түсінетін боласыз. Бала қалай авторитет ана болу керек, иә? Баламен сенімді қарым-қатынасты қалай құру керек, нығайту керек. Ыңғайлы бала емес, қалай тұлға тәрбиелейміз, соны үйрену керекпіз. Біз бәріміз отыр десе отыратын, тұр десе тұратын бала тәрбиелеп жатқан шығармыз мүмкін. Иә, көпшілігіміз. Біз айғайласақ қана жүгіреді, айғайламасақ жайылып кететін бала тәрбиелеп жатқан шығармыз. Иә? Жанжалсыз, арбиып, сізге манипуляция жасап, айтқанын істететін бала тәрбиелеп жатқан шығарсыз мүмкін. Иә? Ой, балалар жатпайды. Мен балалар ұйықтағанша жүремін дейтін болады сонда аналар. Баласы басқарады үйді. Иә? Ой, балам қоймады, сонымен алып бердік дейтін. Сондай мейірімді қарым-қатынас құрасыз, жанжалсыз, манипуляциясыз. Сіз манипулятор ана болсаңыз, тек жылап, не болмаса бақырып, маған не көмектеспейсіңдер, бір жандарың ашымайды, мына үйде мен служанка сияқтымын, тегін бар ғой мына Нәзира, істейтін сендерге арттарын жинайтын дей беретін болса, онда сондай манипулятор бала тәрбиелейміз, басқасын айтты. Тауық ана, тауық бала тәрбиелейді, болды. Балапан тәрбиелейді, ол қыран құс тәрбиелемейді ол. Ол сол ғана решение. Перфекционист болсаңыз, перфекционист бала тәрбиесі қаншалықты жауапты көрдіңіз ба? Сіздің аналық рөліңіз, балаға беретін тәрбиеңіз қаншалықты бізге жауапты екен. Ол ешқандай құнын өте алмайсың, ол бізден алған сабақтан. Өйткені сен оны балаңа тәрбие қылып өсіресің. Ол біздің баламызға салған инвестициямыз ғой. Біздің қартайғанда әдемі қартаюымызға, ешқандай баламыздың проблемасымен қартайғанда да жүгіріп отыратын аналар бар, иә? Қартайғанда да проблема бітпейді. Ал сен рахат демалып отыруың үшін инвестиция ғой бұл. Әр балаңның тек үйіне барып, қыдырып, әңгіме айтып, қуанышына ортақтасып отыратын үлкейген шағыңа инвестиция ғой бұл негізінде. Не? Балаға айтқанымды қалай істетемін? Дұрыс, сіздің айтқаныңыз дұрыс деп айтып жатқан нәрсеңіз. Бірақ балаға қалай жеткізесіз? Соны түсінесіз. Бұл тегін вебинарда, бонус сізге берілетін вебинарда бұл. Иә? Бауырлар арасында қызғаныш, бауырлар арасында көп болады. Кішкентай бала болсын, үлкен болсын, көре алмайды бір-бірін үнемі даттап жүреді, шығыспайды үйде, бір үйде тұрса да. Соны қалай мәселені шешесіз, қалай жоясыз деген сияқты.
одан кейін ары қарай да міне ыңғайлы бала тәрбиелеу, балаға айқайлау, ұрсу, жазғыру дегеннің барлығын несін себептерін түсінесіз. Оның қаншалықты зиян екенін білеміз, бірақ біз оны түзетуге келгенде қандай әрекеттер жасауымызды білмейміз. Осындай тегін вебинарда, одан бонус сабақ бала тәрбиесіндегі 10 қателік. 10 қателік вебинары бүгін қатысқан қыздарға, осы уақытқа дейін қатысқан қыздарға беріледі бұл. Тренингке тіркелсе де, тіркелмесе де осы сабақ берілетін болады. Иншалла, жазыңыздар, мен қатыстым түгелдей деп. Кураторлар қосады сіздерді осы сабаққа, вебинарды жүктейміз иншалла. Осы міне қоғамдағы бала тәрбиесіндегі баланың материалдық қажеттілігін орындаймыз тек қана, рухани қажеттілігіне мән бермей қаламыз. Осындай 10 қателік туралы айтылады. Көресіздер иншалла, тыңдайсыздар. Көз тәрбиесі, балаларға деген көз тәрбиесінің жоқтығы, сыйлықпен сатып алып жатамыз, шамамыз жетпегеннен кейін, сөзіміз өтпегеннен кейін, орынсыз шектеу қоя береміз, қатты тревожная мамамыз, болмайды дей береміз сатқанымызда. Не болатынын, не болмайтынын түсінбей қалдық қазір заманда, баланы ұруға болмайды, соғуға болмайды, бүйтуге болмайды, сөйтуге болмайды. Бәрі болмайды, бірақ не болады жарайды ал. Қалай болады ол? Қалай істеймін деген жолдарын білмей қалдық қой. Вот сол үшін осындай бонус эфирлерді сіздерге тренингке қосып береміз. Ол сіздерге көмекші ретінде. Енемен қарым-қатынас. Кімде енемен қарым-қатынас дұрыс емес? Ол барлығымызда болды, көпшілік қызды келіншектерде енемен қарым-қатынас дұрыс емес болды. Баласын қызғанатын енелер, келінін салыстыра беретін енелер бар, келіннің көпсін ала беретін енелер бар, генерал енелер бар. И оның ішінде келіндердің де түр-түрі бар. Тек енелер жаман емес қой, келіндер де бар неше түрлі, пиғылда, неше түрлі ойымызда. Вот сол жерде өзімізді танимыз, білеміз. Дұрыс позицияны, жақыныңмен, жақын ғой, ене деген жақын ол. Күйеуіңнің анасы, күйеуіңді дүниеге келген, тәрбиелеген, тура осы біз сияқты уайымдап бала шағасы сөйтіп өсірген кісілер. Вот сол кісілермен біз дұрыс қарым-қатынас жасаған қандай керемет. Сіздің өміріңізге тыныштық болады. Жолдасыңызбен отношениеңіз одан сайын нығая түседі. Вот соның жолдарын түсінетін боласыз. Бұл тегін вебинарда, тегін бонуста. Қазір 1 минут. Так, содан кейін бұл хаус менеджер тренингі 3 ай живой тренинг. 3 ай 12 апта бойы. Соның 12 аптаның бірінші аптасын өттік сіздерге. Ары қарай 11 апта бойы сіздермен жүреміз. Әр эфир 1,5-2 сағат. 1,5 сағат болады деп айтайын. Андай бір ситуациялар болған кезде разбор эфирлер ұзақ болып кетуі мүмкін кейбір жерде. Сосын тікелей эфир 36 тікелей эфир болады. Ойлаңыздаршы, 36 тікелей эфир. Әр эфир 1,5 сағаттан. Енді осы 36 тікелей эфирдің 1,5 сағаттан сіз қандай неден сатып ала аласыз осындай ақшаға? Білмеймін, мен әлі кездестірген жоқпын өзім. Өзім тікелей эфирлердің осынша количествосын мен кездестірген жоқпын бұндай тренингті, шын айтайын. Менімен бетпе-бет отырып жұмыс жасайтын, каждый раз маған айтып отыратын тренингті мен әлі кездестірген жоқпын тікелей эфирде. Запись жоқ ешқандай жерде. Ешқандай сіздерге запись бермейміз. Терең талдау мен кері байланыс болады. Терең талдау болады, бағана түсіндірдім оны, разбор эфирлер болатын сабақтарда. Тренинг бағасы осы қыздар. 12 адам емес, 10 қыз қалды, 10 орын қалды, 40% жеңілдікпен. Бүгін енді соңғы вебинардың соңғы күні, соңғы жеңілдік, соңғы мүмкіндік 10 қызға ғана. Қазір брондап, кімге Мадинаға жазыңыздар жекесіне. 5000 теңге болса төлеп, орындарыңызды алып қойыңыздар. Сосын тренинг басталғанға дейін толық төлем жасау керексіздер. Тренинг иншалла бізде 28-і басталады осы айдың. Иншалла. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, 5 минут отырайын, сонымен істейін. Эфирді аяқтайық иншалла. Стандарт пакет, кім алдын нелерге қатыспады, айта кетейін. Стандарт пакетте бүкіл сабақтарға доступ болады. Ортақ чатта сұрақ қоя аласыз, сұрағыңызға жауап аласыз. Бірақ сіз жазған отчетқа, бағана қыздар отчет жазды ғой, сол сияқты сіз де жазасыз міндетті түрде, бірақ олар кері байланыс берілмейді оларға. Просто сіз жазды, жазбады деп тексеріп отырамыз, болды. Өзіңіз жүресіз, өз бетіңізбен.
өзіңіз жүресіз. Балнұрымыз бағана айттық қой, стандарт пакетке қатысқан қыз ол. Нәтиже көретін қыздар стандарттан да көреді. Бірақ енді амал істеу керек боласыз өзіңіз, қалмай. Жоқ, мен соңына жете алмай қаламын, ортасында қалып қоямын, маған куратордан кері байланыс керек, мен жетелеп отыратын адам керек десеңіз, 110 мың теңге сізде жазған отчетыңызға куратор кері байланыс беріп отырады. Бұл жерде вопрос, куратор маған не береді екен деп, ешқандай амал істемесеңіз де нәтиже көруді ойламай қойыңыз. Бірге бір амал істеу керек боласыз, стандартта да, кураторда да. Сіздің жазған кері байланысыңызға, отчетыңызға кері байланыс береді куратор. Ал сіз жоқ болып кететін болсаңыз, отчет жазбайтын болсаңыз, тек қана ныть етіп отыра беретін болсаңыз, куратор да ештеңе істей алмайды. Сол үшін өзгерем дейтін ниетіңіз болса, келіңіз. Амал жасаймын мен. Мына жерде қандай тапсырмалар беріледі екен, интересно. 3 айда өзгертіп жүретін не болады сонша? Мен бірге бір амал істеп көрейін. Шынымен өзгеріс бола ма екен деп келіңіз. Куратор мен өзгертіп жібереді. Осы стандарттан өзгере алмай қалам, куратор мен өзгертіп жібереді деген ниет болмасын. Куратор да ештеңе істей алмайды, егер сіз отчет жазбасаңыз. Амал істеу керек боласыз. Стандарт, куратор бәріңіз VIP-те түгел. Мен де тура солай. Әрқайсыңыз әр қалада отырасыз, мен сіздерге просто сіздер кері байланыс бересіздер, тапсырма орындап, мынаны орындап жатырмын, мынаны былай істеп жатырмын, мынаны былай істесем бола ма деп жазасыздар. Біз соған кері байланыс береміз. Сіздерге көмектесуге дайынбыз. Қайсы пакет болса да. Бірақ VIP, енді ол VIP. Ол нәтиже 100% көреді ол. Ол бүкіл сұрағына жауап алады. Кері байланыс алады өйткені разбор эфир сол кісілерге негізі. Сол VIP-те разбор эфирді сол кісілерге арналады ғой. Қалған қыздар сол кісілердің жазбасынан пайда алып отырады. Бірақ ішінде мысалы стандартта сұрақ болады. Оны оқып жазбай отыратын кісілер де болады. Оны жазып, чатта сұрап отыратын кісілер де болады. Бірақ отчетта бір жазғым келеді ғой. Бәрін үйде болып жатқан неше түрлі ситуация болады. Соны тапсырма орындаған кезде чувствоң болады. Соның бәрін бөліскің дегенде саған куратор или VIP қажет болады. Сен тыңдайтын, сен дұрыс-бұрыстығын айтып беріп, жарайсың, мына жерде дұрыс келе жатсың, мынаны былай істе деп айтып беріп отыратын. Негізін солай. Балнұр айтады, мен солай жұмысқа қашып кеттім ғой дейді. Үйдің тірлігінен демалайыншы деп. Кешке дейін бітпейтін тірлікті жасай бермей деп. Көпшілік әйелдер жұмысқа кетсем жағдайым жеңілдейді деп ойлайды. Ол сіз ғана емес, Балнұр, көпшілігі. Бірақ одан сайын жағдайын қиындатып алады. Сөйтсем, жүйе болмаса, білім болмаса, қайда қашып кетсең де құтыла алмайды екенсің ғой. Дұрыс айтасыз. Қазір Аллаға шүкір, жұмыстан үйге келсем демаламын ғой дейді. Міне сіздерге нәтиже. Машалла. Бағаға байланысты сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. 1-2 минут отырайын, сосын мен қызымды шығарып салуым керек сабаққа. Мен эфирді аяқтайық. Жалпы тегін болса да пайда алатын қыздар алды, альхамдулилля. Тегіннен де пайда ала береді қыздар, негізі өзімен жұмыс жасайын дейтіндер. Енді ары қарай мен несі қалыптастырамын? 90 күн әдеттеріммен жұмыс жасаймын. Ерте жату, ерте тұруды үйренемін. Дұрыс ресурсты сақтап үйренемін. Өзіммен жұмыс жасаймын, отношениемен жұмыс жасаймын, балаларыма дұрыс тәрбие беремін. Сондай бір авторитет ана боламын десеңіздер, уақытым қайда кетіп жатқанын анықтауым керекпін. Мен құлшылығыма, денсаулығыма, мен жалпы өміріме жауапкершілікті алу керекпін десеңіздер, онда тренингке келу керексіздер. Жүйелеп алу керексіздер. Бір жүйелеп алсаңыздар, ары қарай өмір сүру жеңілдейді. Брайан Трейсидің сөзі айттым ғой сіздерге әдет жайында. Оны басқаннан кезде айттым ба. Бірінші біз әдеттерімізді қалыптастырады екенбіз. Содан кейін әдеттеріміз бізді қалыптастырады. Біз бірінші өзімізді қалыптастырып, сосын әдеттер қалыптастырамын деген жоқ. Бірінші сіз білім аласыз, әдет қалыптастырасыз, біз сөйтеміз. Бірінші деңгейден бастап сіздерге әдет қалыптастырамыз. Сол рутинаны жасатамыз. Әдет қалыптастырып, рутинаны жасай отырып, біз мінез қалыптастырамыз. Біз өзімізді қалыптастырамыз сөйтіп. Иншалла. Бұл тегін эфирлер пайдалы болды деген үміттемін. Кішкене болса да өмірге деген көзқарасыңызды өзгерткен болсақ, кішкене деген өзіңіздің рөліңізге деген көзқарасыңызды өзгерткен болсақ, онда біз мақсатымызға жеттік, альхамдулилля. Енді барлығына ұнау,
барлығына бірдей бір не болу, идеал болу біздің мақсатымыз емес. Басындағы қыздардан әлдеқайда аз қыз отырсыздар. Бұл да бір белгі не ғой? Бұл да бір білімнің, көрдіңіздер ме, қаншалықты бізге амал етеміз, қаншалықты амал істеуге дайын емеспіз, белгілі. Осы кезде көрінеді да. Амал істеуге дайын қыздар, олар до конца жүреді. Ал ой жоқ, не айтып кеттім, мен и так шаршап жүрген адам, сен маған еще аналық рөліңді біл деп жатсың ба, мен дайын емеспін деп кеткен қыздар да болды. Оларға да ренжімеңіз, демек бұл білімдер ол кісілерге шынымен де ол кісілер бұл білімге дайын емес, өмірін өзгертуге әлі дайын емес деген сөз. Сол үшін барлықтарыңызға, соңғы эфирге келіп отырған Аллах тағала барлықтарыңызға разы болсын, білімдеріңізді, сол білімге амалдарыңызды арттырып қойсын, уақыттарыңызға, істеріңізге береке берсін. Күнделікті Аллахтан жәрдем сұрап, өмірімізге шүкіршілік айтып, барымызға шүкіршілік айтып, осы тренингке қатысайын деп жатқаныңыздарға, тренингке қатысып жатқаныңыздарға, жалпы бұрын қатысқаныңыздарға шынайы дұға етіп қойыңыздар. Алла тағала нәтижелерімен соларды қуантып қойсын деп, Аллах сізге де сол кезде мүмкіндікті нәсіп етеді. Негізін адам қаласа, негізін өмірге шешім қабылдаса, мүмкіндік береді Алла тағала. Шешім қабылдау ғана қажетті сізге. Болды, мен қатсам, мен өмірін өзгертемін дейтін нақты шешімдер, ой қайда бұл бізге деген нәрсемен отырмау керек. Біз шешім қабылдасақ, Алла тағала соның шешімін тауып береді. Мүмкіндікті тауып береді. Мен талай өзімнің өмірімде кездестірген нәрсем бұл. Өзім тәжірибемде көрген нәрсе. Біз қалай мүмкіндікке қарай амал жасай бастаймыз, сол кезде бізге не істейді, мүмкіндіктер ашыла береді екен. Иншалла. Сол кезде біз жертва болмаймыз екен. Сол бүгінгі эфир осы, қыздар. Барлықтарыңызды көргеніме осы эфирде отырған Алла разы болсын, қуаныштымын. Енді жеке сұрақтарыңыз болса, бағаға байланысты, тіркелуге байланысты. Бүгін соңғы күн, жеңілдікпен тіркелу күні. Иншалла 10 орын бар. Тіркеліп үлгеріңіздер. Одан кейін 28-ден тіркелу жалғасады әрине, бірақ ол кезде уже жеңілдік болмайды. Сол үшін ойланып жүрген қыздар, давайте бірден Мадинаға жазыңыздар, иншалла. VIP, куратор, стандарт қыздар. Барлығына келгенде бәрімізде өзіміз амал ету керек боламыз. Амал етуге дайын болсаңыздар, бірге бір өзіңізбен жұмыс жасауға дайын болатын болсаңыз, өміріңізді өзгерткіңіз келсе, жүйе орнатқыңыз келсе, сізді тренингке күтеміз. Жақсы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.